Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Әлби мырза, Ахалек, Азамат мырза. Ақтөбелік аза. Ахалек енді өзім құрдасым болғасын ғой. Мырза деп айтпайсың ба? Ахалек мырза, ладно. Қош келдіңіздер ал. Бүгінгі формат бізде жеңіл формат қой енді барынша. Ақтөбе жайында әңгіме айтамыз. Рахмет групп жайында әңгіме айтамыз. Әке жайында айтамыз. Тек өсектемейміз, тек әңгіме айтамыз. Сол Тақырып Ақтөбе дейсің ғой. тақырып Ақтөбеге жалпы, Ақтөбе жайында. Ол Ақтөбені бастан бұрын. Енді қазір Ақтөбенің мақтанышсыздар ғой сіздер. Жалпы өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер, қай елден боласыздар, қай жерден боласыздар, соның барлығын айтып кетсеңіздер бір шағын. Мен Әлби Идрис дейсің ғой. UFC байетсі қазіргі таңда ММА жауынгері, Қандыағаштан болам, туған жер. Қазір Ақтөбедеміз. Осы спорт саласында қазіргі столға осы бірді подкастқа бас қосып отқан Рахмет групп, енді Рахмет бауырымыз. Осылай сендермен бір подкастта отырмыз. Қуаныштымыз. Ахалек мырза. Рахмет десе. Ахалек, негізі Ақылбек қой шын атын. Сөйтіп аккаунт Ахалек деп ашылғаннан кейін Ахалек болып кеттік. Рахмет групп компаниясының амбассадорымын. Бүгінгі подкаст Рахмет групп жайлы, сосын тағы да көптеген нәрселер бойынша. Сол өзім Ақтөбенікімін. Ақтөбе туылдым, өстім, өңдім. Қанат қағып Алматыға бардым. Қазір сол Қазақстанда жүремін ғой, Алматыда, Ақтөбеде. Ақтөбеде туылдың ба? Туған жер. Туылдым осы, Ақтөбенікіміз. Коренной. Ал, Азамат мырза. Так, менікі енді қызық болайын деп тұр шамалы ше. Неге Ақтөбелік аза дегенге жауап болайын деп тұр ғой енді жалпы. Қазір басын бүйтіп ашып қойық. Қызылордалықпын негізі. Қызылорданың кісісіз? Туған жерім Қызылорданың өзі, қаласының өзінен. 4 жыл болды көшіп келгеніме. Ақтөбені тұрақты болып қалдық. Енді осы жақта отбасымыз барлығы осы жақта. Сол айналысатын саламыз UFC жауынгері деп айтсаң. Қуан Қызылорда деген жоқ қой. Қуан Ақтөбе ғой біздікі. Сол обзор. Енді блогерлікке жайлап тай басып келіп жатырық енді. Андай Ақтөбедегі полный біз не ашылып жатыр, сосын қандай болашақта кинотеатрлар бар, қандай стадиондар бар, қандай жалпы күшті жерлерді біз осы Ақтөбелік аза парақшасынан біліп отырмыз. Қуан Ақтөбе. Осы слоганмен жалпы ағамыз қазір танылып отыр ғой. Біздің арамызда да, халықтың арасында да. Сол, қош келдіңіздер. Енді алғашқы сұрақтардан примерно бастайық жайлап. Жалпы Рахмет мырзамен, Рахмет групппен қашан таныстыңыздар? Қалай таныстыңыздар? Қай жерде таныстыңыздар? Жұмыс істеудің себебі неде қазір? Так, біз ең бірінші осы ораза айында таныстық. Ақтөбеге Асаруме қоры келді. Ол кезде асығат, бәріміз жақсы араласамыз. Және де осы жаңа қоныстағы мешіттің имамы болды, Ержан имам дейтін, жақсы сөйлесетін болдық. Сол бір ауызашарға тап болдық. Ол кезде Рахмет, ФК Рахметтің сол ФК Рахмет жүргізетін болды. Сол отырса таныстық. Мини-футбол, футзал? Мини-футбол соны спонсировать етеді, соны алға жетелейтін болды. Содан кейін әңгіменің барысына таныстық, жақын араласып кеттік, сосын әзіл кетті. Осы біздің Рахмет группқа амбассадор керек еді деген сияқты. Сол әзілмен басталды. Сол жарты жыл көлемінде уақыт өткеннен кейін екеуміз кездесіп, осы амбассадорство туралы сөйлесіп, қазіргі таңда 2 жылдай болып қалды ғой жұмыс істеп келе жатқанымызға. Екеуміз сол Асаруменің қорында ораза айында таныстық. Берекелі танысу болған екен ғой. Жақсы танысып, содан бері дейсің ғой. Сол кезде таныстық, ол кезде де жаңағыдай чисто по бизнесу дейді ғой, ондай мәселе болған жоқ, более братское отношение болды. Жаңағыдай мен өз ойымды айттым, то что маған ұнамайтын моменттер болды, статистика, не статистика деген сияқты да. Өзімнің болашағымды айттым осы спорт жолындағы. Егер де мен ол кезде мен UFC жауынгері емеспін. Осы дальнейшем уақытта мен осылай UFC-ға түсетін болсам, ол кездегі мендегі отношение саған деген өзгермейді деген сияқты. Мендегі условия, ақша мәселесінде басқа компаниялар даже предлагать етсе де мен кетпеймін деген сияқты. Сонымен келістік. Ол кезде ол өзінің ыстық лебізін білдірді. Более мен саған как поддержка ретінде болам.
сен біздің как лицо сияқты жүресің деген сияқты. Потому что амбассадордың міндеті енді ақалектар бар, оларға более енді жеңіл, өйткені олар осы сфераның адамы, біздер более боец, жауынгер болғаннан кейін олай бірден камераға кіріп кетіп жаңағыдай міне осындай деген сияқты әрбір адамдармен сөйлесу қиын емес. Жалпы біздің салаға келмейтін заттар көп, қайшы қарама қайшы мәселесінде. Ақтөбе бойынша доверенное лицо дейді ғой, мысалы менен сұрайды рахмет групп компаниясы туралы, мен өзім шынайы немді айтам, шынайы білімімді, сол үшін рахметпен мен тығыз сөйлесем, не салынып жатыр, қалай салынып жатыр деген сияқты. Екі ортада үлкен кісілермен сөйлескен кезде екі ортада как доверенное лицо дейді ғой, сондай мәселеде жақсы танысып араластық. Осыған дейін Аллаға шүкір бір жұмыс мәселесіне бір проблема болмапты. Сен бүйтіп жатсың, мен бүйтіп жатырмын, мына жерде мына дұрыс емес, давай қояйық деген сияқты да. Более алаң қалаумен жеңіл бәрі. Осы уақытқа дейін ол өзіне де айтты, мен мысалы мен бір амбассадор болып сенің бір квартираңды сатып берейін деп мен саған өтірік әңгіме айтпай ақ қояйын деген сияқты. Мен Ақтөбенің жігітімін, UFC жауынгерімін, если сенің ниетің болса жаңағы спортсменді қолдаймын деген сияқты, мен как сен доверенное лицо боламын дедім. Онда әңгіме жоқ, жұмыс жасайық. Если сен менен ертең статистика мынандай үйім өтпей жатыр, осылай дейтін болсаң, бауырым, осы жерден тоқтатайық дедім. Мен саған ренжімеймін, сен де маған ренжіме, потому что басын ашып алу керек. Солай бәрі жеңіл өтті. Аллаға шүкір, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Керемет. Әдемі. Халек мырза, сізді. Ақша, бизнес. Туыс жоқ. Біздер короче бір дос балам рахметтің Lexus 600 бар ғой. Соны сатып алуға бірге барып қарағанбыз. Сол кезде танысқанмын рахметпен. Рахмет, мен сені бір жерден көрдім деді. Сөйтіп сол жерден телефон алмастық. Бірақ айтқанмын, сізге алдағы уақытта ұсынысым бар. Бірақ қазір соны жобаны жасап жатырық деп айттық. Ол жоба, короче, Рахмет Фест қой. Ақтөбеде болған 14 қыркүйектегі 2025 жылы болған фестиваль. Соны жасау ойда болып жүрді. Сонымен жоғары жақтан келісім алу керек болды, стадионнан келісім бар. Соның барлығын алып болғаннан кейін, договорды алғаннан кейін бізге спонсор керек болды ғой. Демеуші қажет болды. Сол кезде бізде Самал Кейкс и Рахмет тұрды. Үшінші тағы бір құрылыс компаниясы тұрды. Бірінші Самал Кейкспен біздер уақыт бойынша келісе алмадық. Ол кісі Астанаға кетіп қалды, Алматыға кетіп қалды. Содан кейін Рахметке хабарласқан кезде мен офистемін, офиске келсеңдерші деді. Офиске барамыз, КП-мізді апарамыз, презентациямызды қорғаймыз. До конца қорғаған жоқпыз, бір 20 минут па, бір 19 минут па қорғадық. Содан кейін орнынан тұрды да, я в игре деді ғой. Орнынан тұрды да, жігіттер бірге жұмыс істейміз. Қалай, қанша болады, не болады, соның бәрі түсінікті, келісілді. Сонымен уайымдаған жоқпыз. Бірден резко қолдап кетті андай. Негізі Рахметті бұрын Ақтөбемен сол Рахмет кеткен мини-футбол болды айтып жатыр жаңа. Сөйтіп мини-футбол Ақтөбемен Рахметтің арасында көр жүрдім, бүйтіп тұратын ғой постоянно игроктардың артында. Сол кезде танитынмын сырттай. Ойлаған жоқпын, бүйтіп бірден қолдайды деп ше. Сөйтіп қолдады, сөйтіп фестиваль жасадық, өте жоғары деңгейде сұмдық болды. И содан кейін дальше жұмыс жасайық деп сөйтіп келісіп, қазір жұмыс жасап отырмыз. Мен білетін қазір құрылып жатқан, салынып жатқан Рахмет групп компаниясының несі тұрғын үй кешені Әулет. Жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір. Халық көріп жатыр. 2008 дейді. Көптеген видеолар көріп жатыр. 2008-де көріп жатыр. 2008-де дәй жоқ қалмаса қолдайды. Осылай жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Таныстық осылай болды. Контент, күшті. Сіздер келгеннен кейін вообще миллион просмотрлар басталды ғой жалпы, иә? Рилстарда, иә. Рилстарда именно. Оған дейін болды ма, болмады ма білмеймін енді. Қателеспесем болмаған сияқты. Болмаған сияқты. Болмады деп ойлаймын. ойлаймын. Қазір ең үлкен просмотр қанша болып тұр? Почти 3 миллионға жақында, да? 3 миллионға жақындап қалды. Рахмет Гроувтың өзінде ма? Бір ролигі. Парақшасында ма? Бір ролигі 3 миллион. Өз парақша өз алдына кәдімгідей мықты просмотр жинайтын аккаунт болып кетті. Біздікі андай енді көбінесе развлекательный контенттер ғой енді өтіп отқан. Али мырзамен салынып жатқан контенттер енді бөлек енді. Ол имиджевый мықты. Біздердікі видишь, біздердікі шамалы просмотр жинамайды да ондай. Имиджевый ғой. Имидж береді, бірақ просмотр потом жастардың қарайтыны, халықтың қызығушылығы, креатив ұнатады. Енді креативті все время бере алмайсың да.
өліп тұрып бір құласаң болды ғой, креативпен айналысқанша дайындалмайсың ба дейді. Сондай жаңадан еске қалып тұрады бәрі. Бізде сондай моменттер бар. Азамат мырза. Так, біздікі енді әулетке дейін Қымыз ішіп отырдық. қымыз ішіп отқанбыз екеуміз. Жоқ, аллаға шүкір бізде де жақсы танысу болды. Жаңа Әліби бауырымыз айтқандай, Рамазан айында болса, біздікі умрада болды. Прям умрада, Алланың қалауымен бір комнатқа жатып қаламыз. 97 жылға бала, мен 93-пін, сосын 88, 89 деген сияқты ағаларымыз болды, енді екі ағамыз. Значит, рахмет кішкентай. Мен жас айырмашылығынан да. Соны жұмсадық қой біз общем. Зәм-зәм суға барып кеш деген сияқты да. Сөйтіп, оны білмейміз кім екенін. Бірақ азанда тұрады, шаруа істейді кәдімгідей. Звонокпен де айқайлап атады, біреуге ұрсып атады, жаңағындай, ананы бүйтіп, сөйтіп деген сияқты. Сөйтіп артынан боқтады ма умрада? Жоқ, қояқта боқтамады. Келген соң бастады ғой. Неге өйтіп жатсың бәрі па? Қойсаңдар орысша айтты ғой. Сөйтіп бір жақсы танысу болды 2023-тің басы. Солай бір жақсы танысу болды. Келгеннен кейін қарадық. Ол кезде жіка рахмет салып атқан кезі. Сол барып көрсетті. Осындай шаруамен айналсам, оған дейін жіка дәулет салдық деген сияқты. Сөйтіп өзінің осындай жас болса да, енді осындай кәсіпті айналдырып атқан. Хаттан қалдым мен өзім. Өйткені енді қаншама адамдарды білеміз ғой, жас балдарды. Енді ақша болған жерде оны ұстап, игеру және оны ары қарай айналдыру деген өте қиын мәселе да. Соны мысалға осындай бір жүйемен алып келе жатқан жаңағындай жігітті көрген кезде мен шынымен де өте енді потенциалы барлығы мықты бала екенін көрдім да. Енді Аллаға шүкір оны тапсырды, қазір әулет салып жатыр. Әулет енді барлық Ақтөбе білет шығар деп ойлаймын. Полный біледі ғой. Иә, жақсы. Инстаграмда жүріп жатыр, әйтеуір сіздердің арқаларыңызда. Бір жағынан локацияда өте топовый жерде тұр. Ішіне ерекшеліктері енді оның барлық білет шығар. Мысалы, біз сол Рахмет Фесттен кейін таныспыз әрекемен. Рахмет Фесттің кезінде көріп, сол кезде 97 жылы дегенде мен таңғалғанмын. Жаңағыдай 97 жылы Ақтөбедегі мықты бизнес класс санатындағы үйді салу. Жоқ, былай ғой, айтқан кезде, мысалы 97 жылғы бала осылай деп айтқан кезде, әкесі бизнесмен шығар дейді да. Мен айтамын, сразу жоқ, әкесі араласпайды бизнеске. Жоқ, өзі істеп отыр, Алланың қалауымен 97 жылғы осындай бизнесті басқару, енді Алла әркім біреуге ондай бақты, ақшаны беріп қоймайды, значит, игере ала білу керек та ол. Бұлай банальный сөз болғанмен, ақша, атақ, оны көтеру қиын деген, действительно адамға көтеру қиын. Адам қолына власть келеді, адам қолына атақ келеді, бүткілі внимание сен туралы әңгіме айтады, бәрі сенімен шай ішкісі келеді, танысқысы келеді деген сияқты да. Сол моментте просто қарапайымдылықпен адамгершілікті сақтап қалып, ары қарай жұмыс ретінде қарап, и то жұмыс ретінде, жұмыста сен қандай адамсың, соның бәрі влиять етеді адамға. Значит, ол бала істей алады, действительно шаруаны істей алады, Алланың қалауымен ол шаруа жүріп тұр да. Просто Азамат айтқан ұқсап, қаншама жігіттер бар, ақшалы, қалталы. Ақша дейтін ауыр зат негізі. Адамға келген кезде адамда уже нужда дейтін зат жоқ та. Сен қалтаңда ақша бар, ты хочешь бір жаққа ұшып кеттің, барлық мүмкіндік бар. Все время сен сөзің әдемі да. Сен атағың бар, сен где-то сөйлейсің, но ренжіп қалса, мына жақта 10 жігіт тұр, сенімен достасқысы келіп тұрған деген сияқты да. Сондай моменттерде адам біреудің сезімін, біреудің саған деген шынайылығын танып білу, ары қарай жұмыс ретінде қарау өте үлкен қиын зат ол дейтін. Сол үшін де біріншіден рахмет, Алла разы болсын, осындай Ақтөбеде бизнес класста жұмыс жүргізіп, өзі алып кетіп, осыны қаншама жігіттер сол айналада жұмыс өзіне нәпақа тауып отыр отбасына деген сияқты. Помимо это, Ақтөбеге де көп нелер салып беріп жатыр. Ақтөбе халқына. Осы жақында несін көрдің, ол проектісін
аллея ма? аллея салып Иә, берген, иә, иә, өзінің рахмет групптың Иә. атынан деген сияқты. Мектепке баратын жол ғой ана жер енді Иә, кәдімгі. осындай жұмыстарды негізі чаще көрсету керек Инстаграмда. Мгм. Өсіп келе ұрпақ бар, басқа да не только рахмет групп, басқа да мықты нелер бар, жаңағы салынып жатқан компаниялар бар. Мгм. Олар да Ақтөбеге өз үлесін қосса, солай Аққалек өз сферасында осы, біз спорт саласынан қоссақ, Ақтөбе көркейеді. Иә. Жаңағыдай ауызбіршілік қой біздің қазаққа керегі. Ауызбіршілігіміз мықты болса, әркім мысалы мендегі проблеманы, Ақтөбеде болып отқан проблеманы кәдімгідей төрт өңмен доспын. Мысалы бір проблеманы төрт айтса, уже төрт аудитория көрді да оны. Иә. Ақтөбеге таралады, солай әркім өзінің жарасын жеңілдетеді деген сияқты ғой. Ақтөбеге негізінен былай қарасақ көп нәрсе жетіспейтін ғой бұрын. И бізде андай нәрсе болды да, жастар көбісі Алматыға қарай кетуге ұмтылады да. Иә. Соның бірі өзім болдым да, мысалға. Үнемі Ақтөбеден не істеймін? Не бар мына жақта деп. Алматыға тартып тұратынмын ғой бұрын. Сөйтіп 2019-да кетіп қалдым Алматыға. 2019-дан біраз жыл өтті, 6 жыл өтті. Қазір көбінесе мен Ақтөбеге тартады да. Қазір қарасақ Ақтөбе былай дамып жатыр да. Негізі бұрын көп нәрсе жетіспейтін ғой. Мысалы Шымкент, Алматы, астаналарда күшті андай ЖК-лар мен қаланың көркін сәнін береді да. И бір қуантарлығы сол қазіргі Ақтөбеде мысалы осындай бизнес классының әулет, тағы да көптеген компаниялардың да жаңағыдай тұрғын үй кешендері салынып, Ақтөбе көрік беріп жатыр. Ақтөбе нешінші, үшінші ма, төртінші мегаполиске айналды? Төртінші мегаполис. Жақсы ғой. Ақтөбеде бір жақсы, комфортны бәрі. Алматыда мен де 3-4 ай тұрып көрдім, қиын ғой. Түсінесің, жас болғаннан кейін зеленый, Алматы, тау, әркім өзінің қызығушылығын, сферасын іздейді ғой. Кім не затты іздейді, Алматыда соны табады да. Біреу қыдырған жақсы көреді, шамалы неге бейім болады да, демалуға, біреу дін саласына деген сияқты. Бірақ 3-4 ай жүріп, мен Алматыда түсінгенім, Ақтөбеде өте комфортны ғой. Баратын жерін орналасқан. Тек жетіспейтін жері жаңағы, таулы аймақтар бар ғой, жаңағы шамалы. Таулы жері, жасыл, сол жаққа демалыс орындары, осындай демалыс орындарын көп ашып, мына жерде стадион салынады ЖК әулеттен кейін. Кинотеатрлар, сондай спорт саласына көп деген ашылу керек та, спорт, потому что қызығушылар артады. Конечно, старый залдар болса, өйткені жастар өсіп келе жатыр, интернеттен көргендері бар. Дым условия шық, залға кіргісі келмейді. Қазір дейтін, ол қалған әңгіме. Үйдің қасында тренировка істеп, чемпион бола беруге болады ғой деген сияқты. Бізге Америка дамып кеткен елдер көрсетіп кетті. Где спонсирование, где условия бар, сол жерден білімді спортсмендер, чемпиондар пайда болады да. Ол дұрыс, бір уақытына дейін адам уақытта профессиональный спортсмен болғанға дейін ол әртүрлі условия тренировка істеу мүмкін. Бірақ ол конкретно бір сондай мықты калибрдағы уже жауынгер спортсмен болғаннан кейін ол жерге вложение, ақша, витамин, оның условиясы, онымен жұмыс жасайтын психологтар, мамандар көбейту керек Ақтөбеге. Әртүрлі мамандарға мұқтаж негізінде. Тек қана бір залда бір тренировка істедім деген сияқты да. Мысалы Аққалек өзінің сферасына тек қана бір затты түсірдім дейтін. Оның да өзінің ізденісі бар. Қалай жұмыс жасаған, маркетинг жағынан да спортсмендер қалай даму керек. Мана Есет бауырмен әңгіме айтып келатым. Маркетинг жағында спортсмендер деп жатыр да. Марадона дейді, Марадона кезінде интернет дұрыс болмаған кезде маркетингті қалай дамытқан дейді. Пумамен неге отырады? Контрактіге. Бір айда 14 бутсы бересің дейді маған. 14 бутсы көп қой енді. Бір айда. Получается, 2 күнде бір кроссовка киген сияқты ғой. 14 кроссовканы алады, екінші ай Пума шамалы жадничать қалады ғой. 7 кроссовка жүреді. Примерно дейік, ма? Сосын тұрады да Марадона айтады, мен сендермен жұмыс жасамаймын дейді. Ойбай, кешір дейді. Тұрады да айтады, онда 20-сын бер дейді. Мен саған 30-ын береміз дейді. Оказывается, Марадона естеріңде болса, бауын байламай шығады екен неге? Бауын байламай шығады да, именно стадион ортасына келген кезде бауын байлайды екен. Сол кадрлар түсіреді. Сол кезде Пума бәрінің көзіне, аяғына не киіп жүр Пума дейді. Жаңағы бір айын шегіріп тастаған кезде ол просто іштен байлап атып шығатын болған ғой ортаға. Сол кезде маркетингті қалай ойлап тұр дейді Марадона. Солай олар Пуманы таниды. Жалпы бұл әңгіме неге алып келеді? Жаңағы самый
не жағынан ақша жағынан осы ақша табу жағынан жаңа ММА жауынгерлеріне көп естисің де, бізде поддержка жоқ, бізді үкімет қолдамайды, мыналар көмектеспейді деген сияқты да. Действительно ММА более такой шамалы бағаланбаған вид да. Бұл спортта өте қиын, үкіметтен ақша бөлінуі деген сияқты да. Бұл сондай профессиональный спорт, бұл жерде сен өз-өзіңді сата білу керексің ғой. Сен өз-өзіңді сату дегенде сен өзінің жасалып жатқан қара еңбегіңді, жүріс-тұрысыңды сата білу керексің. Қазір заман соған алып келе жатыр. Бұрынғыдай болмайды, үйде жатып чемпион болдым. Халыққа қызық емес, халықтың қазір потребності мықты. Бұрында тек UFC-ға кіре қойып, сол немен аурамен жүре беруге болады да. Бір жылдап кәдімгідей. Бір жылдап сторисқа бірі шығып, мынау дейтін UFC олай емес. Халық дейтін, кәдімгідей шоудан бөлек сенің өмір тұрысың, көрсетуің, не қалай чемпион боласың, халыққа сол процесс қызық. Сол процесс қызық, сен елдің аузында боласың, соған қарсы сенің охватың да көбейеді, сен басқа рекламодательдермен жұмыс жасай білесің, сен өз охватыңды көрсетесің. Мен ойлаймын, әрбір ұзаққа енді бұл сала әркім отбасын асырау үшін жүр ғой. Если қомақты ақша тауып осылай отбасын жақсартам десең, өз-өзіңе вклад жасау керек. Сен мобилограф жалдау керексің, оған ақша жинау керексің. Дұрыс киіну керек. Сен ағылшын тілін оқу керексің, сен жүрісің, тұрысың, өзіңді кәдімгідей бір жоқтығыңды көрсетпеу керексің ғой. Жаңағыдай жүрген жерінде ешкім көмектеспейді бізге, саған кім көмектесу керек бұл өмірде, на самом деле. Әркім өзінің өмірімен өмір сүріп жатыр. Әйтеуір бәркімде бір талпыныс алға қарай отбасын асыру. Бұлай ашық айтқан кезде ел, жер дейміз, ол жақсы ғой, намысы бергің келмейді, бірақ первую очередь біздің әке-шешеміз, отбасымыз асырау керекпіз. Соларға тамақ табамыз, соларды қуантамыз деп. Бұлай қарасаң, ер бала не ол? Далада жүріп та самса жеп та жүре береміз ғой. Сол сияқты мәселе өсіп келе жатқан жауынгерлер бар, спортсмендер бар. Шамалы осындай Ақтөбеге көптеген мамандарды толтыру керек сондай. Спортсменмен жұмыс жасайтын, любой салада жұмыс жасайтын. Ешкім міндетті емес қой негізі. Біздерде көбісі ойлайды, жаңағыда спортта жүрмін, біреу маған көмектесу керек дейді. Ақшасы бар ғой. Ананың ақшасы бар ғой, бай ғой. Ол сен үшін байыған жоқ қой, ол өз үшін байыды. Анау бай ғой, тоқалын алып беріп жатыр. Саған какая разница, кімге не алып беріп жатыр да? Или сен ол үшін төбелесіпсің ба? Әңгіме жоқ, небір жігіттер бар, қалталы, интересі осы спортта да, ММА-да, өзінде, может, бала кездегі или арман қалып қойды ма да, сенен көргісі келеді. Саған поддержка береді, бауырым, жолың болсын, мынау біздің атымыздан, бізді интернетке шығармай-ақ қой деген. Көптеген ағалар бар, оны дейтін. Не только тек бір сторонын айта беруге болмайды, бізге көмектес. Қаншама жігіттерге көмектесіп жатқан небір жігіттер бар, мысалы, оның ішінде енді рахметпен де жұмыс істеп жатырық қой. Қаншама моменттер болды, барып бір брат, мен сборға кетіп бара жатыр едім, маған көмектесе аласың ба дейтін инициативті мен білдірген жоқпын. Наоборот, одан шығып өтті. Брат, сен жолға сөйлеп баратсың ғой. Давай біздің компания атынан не көмек керек? Солай сөйлесіп білген жақсы да адаммен. Бір сторонамен жүре берсең, сен соған дағдыланып кетесің да. Менде жоқ, маған неге бермейді, маған берші деген сен. Наоборот, шығару керексің ғой. Когда сен өзінен шығарасың, сен больше алып келесің да. Жан-жағың, даже простой пример, сен лап ұстайтын бір тренерің болуы мүмкін да. Сен соның жағдайын жасау керексің да, мысалы. Ақша келіп жатыр ма, сен соның жағдайын жасау керексің. Сен қасында көмектескен достарың болуы мүмкін. Сенің бір массажда жүрген жігіттерің болуы мүмкін. Бәріне ақшасын, еңбегін бағалау керек. Тек қана баста дым жоқ кезде қуанасың ғой. Ол кезде көк тиын жоқ. Біреу бартерге донер жіберемін десе мәз болып да. Қазір айтасың ғой, лучше мен төлеймін, мен качество керек дейсің да. Лучше мен саған төлеймін, маған качество керек. Бартер дегеннен шығады деп бірақ қазір шүкір Ақтөбе кәдімгідей дамып келе жатыр. Жалпы Ақтөбе сіздер үшін тұрғын үй кешені жағынан болсын, қала болып саналады ғой, выживать ететін емес те. Таза өмір сүретін. Мысалы мен үшін, мысалы Алматы енді андай
өте керемет қылады, сіз айтқан тау бар, күшті, бәрі демалып келуге жақсы да. Бір аптаға бір 5 күнге барып, иә, тауға шығып деген сияқты. Ал Ақтөбе нағыз андай уютный сияқты. Ақтөбені сағынасың қай жаққа барсаң да. Сағатты ауыстырса Алматыны қорқытып салған сияқтымын тұр ғой. Біздің часовой поясқа ауысып па? Төртте қараңғы болып жатады ғой енді. Қиын жалпы, иә. Алматыда жаңағыдай не бар ғой, правила. 1 километр дейтін да. Бүткіл занимация ететін күндізгі бір күндік өмірің 1 километрден аспау керек. Спортың, тамақ ішетін жерің, жұмысың деген сияқты. Кездесетін жерлер. Кездесетін жерлер. Ол сіз астыма болды. Пробка, бір шаруаға бір күнің кетеді. Ақтөбеде рахат. Көшіне бері қарайсыз. Бір күнде біраз шаруа бітіріп жатыр. Еще бос қой кәдімгі. Босақ болады. Естерін білмей қалсын. Тағы қандай шаруа көрді деп іздеп отырасың ғой. Жалпы тағы сұрақтар қойып отырайық. Так, Ақтөбені Қазақстанның басқа қалаларынан нақты не ерекшелендіреді? Фестиваль. Рахмет фест десең. Рахмет фест. Рахмет фест алғашқы болды. Бұндай Қазақстанда болған жоқ. Шынымен ондай фестиваль, рахмет фест. Стадионда ашық аспан астында негізі бұрыннан ой жүрген ғой. Ой келді, бірақ істейтін нақты қадам болмады. Қадам болды да. Ана кездеген атмосфера бар ғой. Енді Ақаулық ол кез андай ғой. Толқыныспен жүрді ғой. Бір сезіледі ғой. Көзден өсіп жүрді ғой. Сахнаның артында, сахнаға шыққанда андай неше түрлі адамдар келіп жатыр, сөйлесіп жатыр, әншілерді күтіп көрді. Біз анақта ортада жүрдік та енді. Ұйымдастырушылардың қатарында болдық. Анау бөлек атмосфера да. Оның халық жанып тұрды андай. Сағынған ғой, уже күткен ғой, көптен бері андай драйвты, керемет сондай демалысты. Кәдімгі райым шыққан кезде бүткіл ана райым бөлек. Мынаяқтан сезген кезде ертең бұйырса енді Алла қаласа тағы да екіншісін ұйымдастыратын шығарсың жазда, иә? Бұйырса бола ма? Бұйырса Алла қаласа. Ол кезде енді ертең кәдімгідей фан-зонаға рұқсат берсе, оны уже бүкіл ақтөбелік сезінер еді ана чувствоны. Ақтөбеге осыны жетіспейді. Өйткені біз ММА саласында болғаннан кейін найза өткізеді ғой. Найза турнирлар. Қоныста. Сол кезде айта алмайды ғой, өздері найзаның ішіндегі Нұрбек Қарабала президенттері іште өткізіп жатқан поддержка бөлек Ақтөбе деп. Трибуна бәрі полный, еще біз заряжены ғой халық дейтін. Сағынып келеді оны, бой жекпе-жек дейтіндерді. Қоныс дейсің. Көп адам кәдімгі. Қоныс обал қылып жүріп қой біз дейтін ше. Үлкен бір стадионда болады. Арена керек қой. Арена керек болса, біздің Ақтөбе толтырады. Рахмет, арена болса андай. Сус естіп қалған. Дәке. Рахмет арена. Әдемі естіледі негізі. Рахмет арена. Бұйырса келіп бәрі қонысқа жасайды ғой негізінде. Поддержка до того мықты алдында просто Қазақстан мен Англия ойнады ғой. И то ол U20 дейін да ол андай кәдімгідей Қазақстан нақты сбор емес андай. Жаңа кімдер Максим Самородов кімдер ойнайтындай емес. U20. Англиямен ойнаған кезде ана 13 сектордың полный трибуна сұмдық андай немен шықты ғой. Футболистер шыққан кезде ана көрдіңіз ба, көрмедіңіздер ме? Жоқ, мен көрмедім. Андай фотомен полный жауып тастады ғой кәдімгідей. Үлкен плакаттар отличать ететін 13 сектор сосын да басқа қаладан. Иә, 13 сектор. Мен вообще енді осы жаққа келдім ғой, Ақтөбеге Қызылордадан келіп тұрғаннан кейін. Футбол бізде Қызылордадан өкінішке орай да слабый. Адам жиналуы жалпы енді жамандағанымыз емес, просто ол жақтың несі, иә, халыққа қатты қызықпайды. Жаңағыдай бізде ондай фан-зона деген енді білмеймін бар ма жоқ па ол жақта. Мен өзім қатты бармайтын едім негізі Қызылорда жүргенде. Осы жаққа келіп бір дос баламен барып көрдік. 13 секторды көрген кезде вот сезіндім да мен кәдімгі футболшы. Эмоция береді. Эмоция, анау сен вообще айқайламайтын адамсың да негізі. Қалай аналар қосылып айқайлап, өлең айтып, Ақтөбем деп кетесің да енді. Гол салған кезде өзіңіз орнынан тұрып кетіп қалған. Иә, орнынан тұрып. Көп адамға сырттағы адамдар айтады ғой, типа Ақтөбеде енді басқа баратын жер болмағасын, көбісі футболға барады деп ше. Менің ойымша олай емес. Ақтөбеліктер просто мықты поддержка береді. Мықты любой бүкіл Қазақстан мойындайды ғой вообще. Мысалы Рахмет фестке 10 мың адам жиналды ғой, просто. Солдау. Солдау просто андай емес. Полный өтіп кетті. Ақтөбеде жоқ болғандықтан емес, просто қолдау ғой. Иә. Ақтөбелік ұйымдастырып жатыр, қолдайық, барайық. Иә. Деген сияқты ғой. Негізі мақсат андай болды да, Алматыдағы нәрсені сол Ақтөбеге алып келу. Нағып Алматыда бола береді деген сияқты. Алматы тойынған негізі. Алматыда көп турнирлар өтеді, жинау қиын негізі. Нені халықты жинау қиын, өйткені әртүрлі концерттер болып жатады. Желау керек дейсің ғой тек. Сырттағылар қызығады, иә? Иә. Іштегі өзі. Іштегі неге шамалы тойынған ба,
бәлкім. Ақтөбе кәдімгідей фанатский база мықты өте қолдауды білдіреді. Жоғары жақтан да жалпы айттым ғой, рахмет групппен сөйтіп солай іністе таныстық қой енді. Қолдау білдірді да енді. Былайша айтқан кезде үлкен бізге кәдімгі қолдау білдірді. Сөйтіп. Ол да енді қанаттандырады ғой, былай айтқанда, әрмен қарай идеяңды қолдап тұрса, иә, одан сайын шабыттана түсесің. Бұл процесс жалпы өсіп келе жатқан жастарға стимул береді. Иә. Жалпы қазір қарайды, мысалы, менің орнымда болғысы келетін жас балдар, мысалы, мен осылай жетістікке жетемін, бір компаниямен жұмыс жасаймын деген сияқты, біз де бір оларға бір жол салып беріп жатырмық, получается. Жол салып беріп, сол жолмен жүруге болатын. То, что осындай жігіттердің поддержкасы басқаларға да үлгі болады. Мысалы, егер де біз осындай процесспен рахмет групппен Ақалек бар, сен барсың, Азамат бар процесс жұмыс істеп, басқа да компаниялар уже ойланып бастайды. Так, біз тек қана бір стройкамен тоқтап қалмау керекпіз. Біз наперед ойлану керекпіз. Бізге де компанияны көтеретін, халыққа жеткізетін лицолар керек деген сияқты да. Лицолар керек, қандай лицо, который халық білетін, танитын, доверенный лицо керек. Ол үшін қазір шыны керек, любой блогерді тығып қою өтпейді ол дейтін. Иә. Қазір бәрі оқыған, тоқыған, қарайды, кіммен жұмыс істеп жатыр, қалай. Мысалы, әулеттің бизнес-классы, действительно бизнес-класс ретінде салып жатыр рахмет өзі. Полный, даже лифтісі, подъезі, биіктігі, кәдімгідей жұмыс жасалынып жатыр да. Панорамный сол арқылы, мысалы, Ақалек бар, бәрі жеткізіп жатыр да халыққа. Иә. Рахметтің өзі жеткізе алмайды оны. Мен өзім жеткізе алмаймын, Ақалектің өзі жеткізе алмайды. Полный жүйеде қалыптасқан. Әркім, маған рахметтің жұмыс істеп жатқан позициясы ұнайды. Әрбір саладан халықты танитын адамдарды алып келіп, әрбір саладан жеткізіп жатыр да. Міне біз осындай керемет Ақтөбеде бизнес-класс құрастырып жатырық. Енді бұл әулеттің былай ерекшелігін барлығы біледі ғой. Былайша деймін да, мысалға, өзінің орналасқан жері де ерекше, локациясы да жақсы, қасында стадион бар, театр болады, тағы да жаңа парк, саябақ. Жаңа парк, саябақ барлығы болады сол жерде. Былайша енді бұл жерде бір рахметтің бір халыққа беріп жатқан пайдасын айтқым келеді. Именно мысалға панорамный лифтін, бассейнін, сосын тренажерный зал, намазхана ешқайсысын салмай өтіп кететін үйді негізі. Шынына келгенде. Бірақ бұл халық үшін. Өзі айтады ғой, мысалға, неге осы бұлай ақша жағын алып қарасаң, енді ол шығын көбейеді ғой, енді одан азаймайды да, көбейеді. Сол бұлайнан сатса да болатын нәрсені ол қосымша қосып жатыр да. Мысалға, осы болсын деген сияқты. Мысалға, лифтті бір басқа қаладан көрген, соны солай арнайлап осы жерге жасасақ деген сияқты. Енді Ақтөбеде панорамный лифт деген бірінші рет деп ойлаймын. Әлі ешқандай үйде кездеспеген шығар ол нәрсе. Сол себепті енді лифттің өзіне біраз кәдімгідей күш салынып отыр ғой, қарап тұрсаңыз. Даже полының өзі мрамормен болады. Және лифтте мысалы түсіп жатқан свет сөніп қалатын болса да тұрып қалу деген болмайды. Қай этажға жақын, сол этажға әкеліп автоматически түсіріп береді. Былай жұмыс барысын танысып жатыр ғой. Бізде мысалы қазір енді контент менеджерміз, сол жақтың инстаграм жүргізіп жатырмыз. Былай айтқанда ақпараттарды біле келе андай неше түрлі нәрселер қосылып жатқанын көрген кезде шок боласың ғой. Андай тіпті процесс кезінде қосылып жатады кейбір нәрсе. Давай мынаны негізі ол планда басқаша болады. Бірақ давай оны әдемілеп былай істеп жіберейік. Біз негізі мындай емес, мындай зат заказ беріп қойдық, бұрын негізі мындай берейін деп едік, басқаша есіктер деген сияқты ше. Бәрін откровенно көрсетеді, сосын ешқандай андай жасыру жоқ, скрытный ештеңе жоқ, жаңағыдай оптым алып жатырық, мындай жоқ, барлығын кәдімгі бизнес-класс дейтіндей бар енді. Сырттан қонақ келгенде де раға да, осындай бізде үйлер салынып жатыр деп айтуға да ше. Ұялмай көрсетесің, Мен прикол ұстайтын едім, әзілдеп. Бізде келең 4-5 тауып сала береді деп. Естелден батыс 2 дегенге де келең 4-5 үйлер түседі ғой, тек 4-5-ті Ақтауға қарайсың, қызығасың, теңіздің жағасында әртүрлі дизайнда салынып жатыр. Астана ол 2 бастан. Сол әртүрлі архитектурасы мықты үйлер салыну керек қой. Ана пәтер іздедік қой, андай квартира іздегенбіз ғой. Бір 2 айға ма осы жобаға байланысты ше, Рахмет фестке байланысты біз команда болып бірге тұруға. Іздеген кезде крышадан нормальный квартира жоқ қой. Бағасы Алматымен бірдей болып кеткен. Алматыда оң қасында күшті условия бар да, жаңағыдай. Күшті жилой комплекстен жаңа лифтісі бар, ішінде үтігі бар,
андай бүткіл жағдай жасалған, кір машинасы бар, үйдің іште таза деген сияқты ше. А мына жақта тура сол баға, бірақ я үтік жоқ, я кір машина жоқ. Үйдің іші анау 2008-2006 жылғы евроремонт тұр ғой, сол кездегі гипсокартонмен тұратындар қандай. Объявление евроремонт деп тұра ма сосын? Бірақ қазір кішкене батыс жақ кейбір жерлерден көтеріліп кеткен, әулеттен де сөйтіп сондай шықса вообще. Видишь, любой сферада конкуренция көбейту керек та. Иә. Бір қоғамға бір зат қойып қойса, тек қана выбор жоқ болса, оның әрқашан несі мықты болады, бағасы. Ол нужда болмайды, потому что халықтың алатыны сол, басқа выбор жоқ. Когда әрбір жақтан осындай әркім өзінің условиясын жақсарта берсе, адам уже ойланып бастайды. Так, адам сұранысы көп. Мысалы, бір Ақтөбеге тек қана бір Ақалек деген сияқты да. Бәрі тек Ақалек сол Ақтөбеге беретін тек қана бір-екі форматпен ғана жұмыс жасайды. Ақалек сияқты 5 адам болса, Ақалек өз үшін жұмыс жасайды да. Иә, өсім болады, сервис болады, сенде де потребность, сенде де ізденіс болады алдыға қарай. То же самое да, боец. Біздер де боец, біз UFC-міз, бірақ онымен тоқтап қалуға болмайды да. Сен оқу керексің, білімді болу керексің, даму болу керексің, английский білу керексің сыртқа шыққан кезде да. Адамдармен бизнес құра білу керексің. Оның бәрі отырып алып, ортадан мен бизнеспен құра аламын демейсің ғой. Сен оқисың, білесің, танысасың, ізденесің, сол арқылы сенің басқа адаммен сөйлесіп отқан кездегі сенің потребностың дайын болады. Біліп отырасың да өзің не бере аласың, не ала алатыныңды да. Жаңағыдай көп жігіттерден көрем, микрофонға қысылам, бірдеңе айтуға дейді. Сен енді бұл сферада болғаннан сен сөйлеу керексің. Сөйлегенде ол үйден сөйлеп кетпейді бала, ол оқиды, әрбір сфераны, өзінің тарихын оқиды, басқа салаларды оқиды, басқа жігіттермен кездесіп отқан кезде өзінің ойын жеткізіп, өзінің білімді екенін көрсету керек та. Сіздің сопернигіңіз кім? Мысалы андай болады ғой, мен кейбір блогерлерді өзім сөйтіп қараймын да, сонымен кішкене бәсекелестіп, өз контентіне өзім қызық қыламын да. Мысалы андай нәрсе бар ғой, Криштиану Роналду бар жерде Месси бар да. Макдональдс бар жерде Бургер Кинг бар деген сияқты ғой. Адидас бар жерде Найк бар деген сияқты ғой. И соның арқасында қазір сіз айтып отырсыз жаңа өсім болады, жаңағыдай сапа болады, сервис та болады деген секілді. Сіз өзіңіз біреуді көресіз сөйтіп? Мен соперник, мен бар жерде Еркебұлан Тоқтар бар дейсің ғой. Еркебұлан, бөжір тастаймын деді. Еркебұлан Тоқтар енді медийность боец жағынан көрсетіп берді, вышкасын патологын қойып берді. Оларға енді ол актердің адамы, ол сол салада жүрген, дегенмен де енді сөздің ашығы, біз сияқты UFC сондай уровеньде төбелеспесе де, сол халықтың махаббатын алып, соны жеткізіп, ішкі кухняны көрсетіп, ол кәдімгі Қазақстандағы патологын қойып тастады да, ол дейді. Қалай істеу керек. Ахват деген қазір бүйтіп тұр ғой, кісі қолында тұр ғой. Біз жаңағыда айтқан сияқты ғой, біз басқа мышлениемен келдік та бұл спортқа. Шамалы салмақтылық, дисциплина, тем более біздің Ақтөбе, біздің ол мінезімізде бар шамалы да, салмақтылық, біздерде тәрбиелеген, біздер зал бар, залдың ішімізде үлкен ағаларымыз бар да, контролировать ететін. Бізді іште өсіп келе жатқан жас балдар шамалы бүйтіп қисық кетіп бара жатса, бері қарай шақырып аласың залға. Бір ұшқа барып, бір-екі шапалағын беріп, екінші күн нормальный история түсіретін дейді. Бізде не канает билеп кету деген сияқты. Бірақ UFC-де де негіз керегі сол емес па, егер сізде шоу болмаса? Қазір әлемге бүткілге түсіндірді, то, что ол үлкен бизнес, сен ояқтан просмотр сату керексің, сен бойыңды сата білу керексің. Оған жаңағыдай қызық емес, сен результатың особо қызық, результат важно, бірақ олар больше сатылымға жұмыс жасайды. Өйткені компания даму керек, олар сатылмаса, қызық емес болса, ол саған ақша төлей алмайды. Ол олимпийский вид спорт емес. Үкіметтен ол олимпийский деңгейдегі жаңағы екі мықты кездеседі, бірақ бұл жерде больше сөз, больше просмотр, эмоция, адамдар сөйлеген жақсы көреді, қараған. Сен солай әркім өз сферасында өзінің тұла бойындағы өзінің харизмасы бар ғой, сонымен алып шығу керек та любой жерде. Мен де тафтқа түстім, мысалы, менде английский жоқ, 16 боец, біз бәрі ағылшынша сөйлеседі.
40 күнде енді бірге ана жерде выживать ету керек қой. Ішің пісіп кетеді ғой, ішіңе сыймай қалады ғой ана жерде дейсің, қанша өсек жатыр ішесің. Соны тіл табысасың ғой, бірдеңе тіл табысасың, былай шығасың, былай іздейсің, анадан переводын сұрайсың, әйтеуір сөйтіп. Енді не істейсің, көрсету керексің. А жаңағыдай бір бұрышта отырып тренировка істеп тек жекпе-жектерге шығып, осылай Қазақстаннан келдім, мен дайынмын десең, жаймен таф дейтін сені ысырып тастайды ғой. Ол дейтін біздің грубо айтқан кезде Қазақстанның қалаулымауы, енді американецтердің қарайтын кәдімгі жобасы да олар. Оларға әрбір персонаж қызық, оның өмірі, ол қай жақтан келді, қандай тарихы қандай. Если ана жерде тұрып алып өзің тұйық болып сөйтіп қазақтың толық несін көрсете алмасаң, жаңағы әдебін, харизмасын, дальнейшем боецтарға уже Қазақстанға жаймен X қояды ғой. Так, мынаяқ бізге керек емес, бұлар қызық емес. Потому что сен дейтін цепочка бар дегенше. Сен дейтін полный тұйықсын болды, дүк өзіңді. Чисто спортсмен дейтін нәрсе болмайды. Чисто спортсмен ретінде көрсете алмайсың сен. Сен мінезіңде жоқ зат болса да бірдеңені шығарып жіберу керексің ғой. Солай әйтеуір DC-мен дос болып кеттік. Ортасын жылқы етін қостым, хорсмит деп, сонымен әңгіме кетті ғой. Сонымен ортақ тіл табысып бірдеңе қалдырып кеттік. Шоуларға дайындалып жатса олай. Не шоу көрсетемін деп, қызық қылу үшін, фейс ту фейс барысында, выход барысында, немесе ана микрофон алып, оны өзі де шоу ғой негізі, андай ортасында октагон ішінше бүйтіп микрофон алып сөйлейді ғой. Иә. Оған дайындаласың ба, негізі сөйтіп арнайы актерский болсын, бір шынымды айтсам, текстер. Каждый бойға өйтіп дайындалмайды екен. Жаңа былай шығам, бүйтем, сөйтем деген сияқты. Өзімнің қан мен тер дейтін слоган бар ғой, жаңа Ақтөбедегі ескерткіш бар, қан мен тер. Біздің тәуелсіздік, біздің жаңағы осындай қан мен термен келген ата әжелеріміз ит бала шағасымен қиыншылықпен келе жатқан. Сол мағынада менде слоган тап болды. Өзім осы қан мен тер деген кезде жаңағы уже банальный темада қасқыр бірдеңе, анау волк бірдеңе дейтінше. Қан мен тер көбісі ойлайды жаңағыдай бойдағы қан мен тердің кеткен еңбек пен қан мен тердің тіке солай түсінеді. Мен больше түсіндірем. Мен жаңағы тарих қалып келіп, сол неге арнайлап қан мен тер. Бұлай жекпе-жекке де келеді, бұлай біздің тәуелсіздігімізге де, тарихымызға да келеді деген сияқты. Соңғы жекпе-жекте мысалы дулығамен шықтым жаңағыдай. Темір, олар американецтер көрмеген, тоже сразу назары соған түсті. Потому что біздің Керей Жәнібектерді қарасаң, жекпе-жектердің бәріне осы дулығамен шыққан болғанда. Жан-жағы түр бар да, жаңа бөрік уже бәріне понятно. Оларға бөрік, жаңа дагестанец, грузиндар бар, кімдер киіп жүрген. Мерап, асу, шафқаттар киіп шықты. Шафқат рахматная өздегі. Ол затты уже банально. Маған ерекшелік керек болды дейсің. Ұнамайды да Паткемті. Шафқат ол сонысымен танымал да. Мен екінші шафқат болғым келмейді. Өзімнің тарихым бар, мен екінші жолым бар, өзімнің ям бар деген сияқты ғой. Солай. Жалпы болған жақсы, әркімнің өзінің ағылшынша сөздер дайындаймын, мысалы ұтып жатсам осындай әртүрлі немен харизмамен алып кетуге болады. Жалпы аудиторияны өзіңе баурап алуға болады. Мысалы Еркебұлан біз сөйтті ғой, мысалы ана Ташкентке баратын, жаңағыдай бірден болып қалса ағалар бар ғой, еще уайымдамаңдар деген сияқты. Сосын аяқтан шықты ғой, Еркебұлан Ташкент жағып жатыр ма, сен үшін Таиландта келіп, оның өзі контентті и внимание болып кетті ғой еще. Сосын ана айтады ғой, типа орыстар вызов тастап сол кезде 100 000 теңге деп жатыр, мен 100 000 теңге обед ужин не ішіп тастаймын ғой деген сияқты. Оның өзі де қызық та уже. Сол арқылы сатып, ол бір жағынан ақша да тауып жатыр, лицосын да көбейтіп жатыр. И қазір былай айтқан кезде шоу жасап жатыр ғой. Көп адамдардың түсінбейтін мәселесі, мысалы реклама жағына жұмыс істейтін кезде боец UFC болсын, мықты калибрдағы жауынгер болсын, Еркебұланның охватындай охват сұрайды да көбісі. Мысалы примерно деймін да, а че миллион емес, анау мынау. Ол 1000-нан бірі осындай бір адам пайда болады, ол дейтін. Екінші Шафқат болмау мүмкін, екінші Еркебұлан Тоқтар болмау мүмкін. И екінші Алиби болмайды деген сияқты ғой. Сол мәселеде біздікілер қиналып қалады да, қалған аяқтағы боецтерден. Получается, бәрі айтады, енді көтеру керек, шамал. Сол моментте күйеулердің ұғымы басқа болады да, так мен чуть-чуть уже өз-өзін
ауыр тілмен айтқанда шамалы камераға уже маймыл болып бастайды. Неадекватны сөздер деген сияқты елдің назарына түсу үшін да. Сізде пиар менеджер бар ма? Пиар сіздің именно Әліби Идрістің имиджімен айналысатын? Реклама жағына айналысатын менеджерім бар. Бойдан айналысатын менеджерім бар. Сізге андай задача беріп отыратын ше, Әліби так былай жасауымыз керек. Сен мына жерде мынандай сөз айтып қал. Жоқ, андай киім киіп шығу керексің. Жоқ, ондай ақылдасам, бірақ мен ситуациямда, мен жағдайымда мынандай сөз айту керексің. Мынандай, мен ақылдасам, мен оның ойын сұраймын, мен өз ойымды айтам. Ортадан біз ортақ шешімге келеміз. Былай сен мынаны айту керексің, сол кезде осылай болады дейтін. Мен өзім құптамаймын. Жалпы көп мәселеде ортақ ақылдасқан жақсы. Біз азаматпен де жұмыс жасаймыз, видео түсіру мәселесіне. Мен азаматтың ойын тыңдаймын, мен өз ойымды айтам. Сол кезде ортадан бір ортақ жүйе шығады. Тек қана бір ойды, тек қана менікі дұрыс, осылай болады деудің өзі үлкен қате. Өйткені бізге дейінгі дінімізде, басқа да тарих жолдарында, хандықтардың өзінде әркімнің қасында досы болған, ақылдасқан, сол үшін де қазақша айтқан кезде екі бас бір бастан жақсы деген сияқты. Енді бұл жерде мен де бір нәрсе айтқым келді, мысалға Еркебұлан Тоқтар мен Әліби Идріс болсын, вообще профта жүрген боецтерді енді салыстыру қиындау кішкене ше. Неге? Өйткені олар медиадан келді ғой. Ал медиада барлығы рұқсат та. Сен черный пиар ол жерде емін-еркін. Жаңағыдай енді емін-еркін, дұрыс айтасың. Әліби бауырымыз айтып отқандай, залдың өзінің жүйесі бар. Ол жерде бірыңғай профтар, тәртібі бар. Бір рамкадан шығып бара жатса, жаймен ағалары бүйтіп келеді да түзеп қояды. Мына жерде сен бүйтіп жатсың деген сияқты да. Сол себепті рамканың несі бар ғой енді. Былай айтқанда, андай қатты өзін жаңағыдай енді ауырлау айтқанда енді маймыл болып жаңағыдай енді көрсететіндер бар ғой енді қазір боец болып жүрген өзінде де медиа жағынан да енді медиа жағынан солай көрсетіп қазір танымал болып уже мысалға олимпиаданың несіне шығып жатқан адамдар да бар ше, мысалға соларға вызов тастап деген сияқты. Ол енді мынау мен мынау салыстыруға келмейтін сияқты. Біздегі менталитет, біздегі ұғым түсінік, UFC жауынгері болып бір әлемдік деңгейге шыққаннан кейін сенен бүткіл халықтың, қазақтың жаңағы абыройын, намысын саған спрос көп болады. Халық сенен больше күтеді, сенен больше салмақтылық күтеді, сенен жеңіс күтеді, сенің жеңілісіңді мықты осуждать етеді. Ол дұрыс, болеть етеді сен үшін да. Еркебұлан жағдайында деп Еркебұлан айтып жүрген да. Жаңағы блогер, актерлік неде келгеннен кейін жеңіл, енді медиада жеңіл ол. Өйткені біздің халық түсінеді, что ол профессиональный боец емес қой. Молодец. Мысалға сөйтіп айтып отырады. Ол молодец, актерлықтан болып жаңағыдай жекпе-жекке шықты. Молодец, кім шығады қазір деген сияқты да. Именно UFC жауынгерлерден, басқа жауынгерлерден халықтың потребності мықты. Сен дүзу жүру керексің. Сен маймыл болмау керексің, сен қонаққа бармау керексің. Сен боец емессің ба, не істеп жүрсің да. Бір жаққа шықтың да, сен ояққа барма, үйде очиш тренировка істеу керексің. Сондай тема ғой. Ұтылып қалсаң, неге ұтылады бұл? Бұл енді өмір ғой, спорт қой енді. Даже Елдос Сметов алдын алған кезде мамасы кетіп жатыр, әйел артына кетіп жатыр деген сияқты сөздер кетті ғой, білесіз ба? Сондай темада мысалы біз адамбыз, мысалы ол UFC-ге мысалы мен мына Қандыағаштан бүйтіп суырылып 4x4 квадрат метр Атлантқа кіріп, содан суырылып бүйтіп Тавқа барып DC-мен достасып UFC-ға кіріп, сөйтіп кіріп мықтылармен енді тіке тіресіп жатырық та. Ол жерде условия көрген, әрбір маманмен жұмыс жасаған, полный лагерь өткен білімді кәдімгі жауынгерлер келіп тұр ғой жерде. Ол жерде дух-мух дейтін екінші ортаға кетеді да. Түсін ба? Жаңа бізде айтады ғой, ет жеп шыға салмайсың ба, қазы жеп бірдеңе. Полный білім ғой ол дейтін. Ұйықтауың, сенің подходың, сенің весогонкың, даже простой пример, весті қалай қуасың, сен психологический настроең, тактический жұмыс қалай, полный сені шығарады да, 4-5 тренер отырып тактический разбор жасайды. Мына жерде қандай ошибка жасайды. Мынау қай жерде бүйтеді. Біз қасқа көп жауынгерлер, енді UFC жауынгерлер, оған дейінгі жауынгерлер
бүйтіп сөйтіп бүткіл жағдайын істеп әйтеуір мировой неге дейін ілінеді да. И біздегі ұғым енді UFC-ға басып аяғын атын шығарып дағын көтергеннен кейін жан жағына жиналады поддержка. А бізге мына жақтан бастап поддержка керек та. Сол ұғымды түсінікті халыққа жеткізу керек жалпы. Адамдарға, бизнесмен болсын, қолдаушылар болсын, баланың потенциалы керек, көрдің ба, жастайынан сен оны вложение бер. В дальнейшем, чтобы сен одан зарабатывать ету үшін. Сен ол қазір көрінген, мысалы, мықты бір атаққа жетейік дейік. Мысалы, мен айтайын, мысалы, топ-10-кер поисқа жақындағаннан кейін, ол өтірік емес, мен жанымда адам қаптайды қазір. Мысалы, мен адам қасымда қаптайды, мен дос болғысы келеді, маған поддержка сөйлегісі келеді, ат сыйлағысы келеді. Ол кезде мен ондай затқа мұқтаж болмаймын. Мен өзімнің UFC-ден алып жатқан ақшам жетіп жатыр. Бізден залдан шықтыңыз, значит, сол залдакі өсіп келе жатқан жастарға беру керек. Полный. Мен өгіп-төгіп 500 мың миллион айлық демеймін, витамины хотя бы. Тренировкасы бір сборына төлеп жібер. Жай поддержка. Солай поддержка беру керек та. Дұрыс. Шынымен де, өте мысалға. Сосын бұл менің жеке ойым дейсің. Не осуждайын деп. Мен жеке ойым, мен бұл өмірге, әркімнің жеке ойы бар. Менің бұл өмірге, бұл спортқа көз қарасым осындай. Болмай келіспесеңдер де болады, келіссеңдер болады. Жай мен секіріп кеткен дейсің. Мысалы, айтып отырсыз ғой, рахмет групп жалпы Раке. Сіз UFC-де болмаған кезден басы поддержка беріп жатады ше. Сізді мысалы көп енді қыспа қалған жоқ, яғни екеулеріңіз араңызда жеңіл келісім бар. Яғни сізді түсіністікпен қарап, сізді оған түсіністікпен қарап деген сияқты ғой. Енді бұйырса Алла қаласа UFC-ге шығасыз. Ол жақта рахмет групптың бір яғни бір жерде бір несі жүреді ғой енді. Яғни формада болсын, неде болсын. Ол кезде уже рахмет группты әлем көреді ғой, былай айтқанда. Әлем көреді уже. Оған ертең айтыңыз. Мысалы бөлек point тұр, мысалы оның өзінде жалпы түсініп кетіп қарайтын болсақ, негізі бөлек уровень деп ойлаймын. Негізі ол енді қатты бір мақтанатындай зат емес, бірақ рахмет групп өзінің жетістігім деп те айта алады. Мысалы, менің UFC-дағы камераларында, осындай UFC ареналарында менің компаниям Алибеге поддержка бердім, осындай результатқа жетті. Рахметімді еңбегі көрінеді ол жерде. Осындай компания Ақтөбеден шыққан, басқа компанияларда қызығады оған. Алиби рахмет групп Алибимен жұмыс істеп бірге жетті деген әңгіме болады. Басына біз келістік. Міне дәл осындай әңгіме болады. Рахмет, мен қазір UFC-де емеспін дейді. Менің ниетім UFC-ға түсу. Даже таф туралы әңгіме де болған жоқ ол кезде. Мен алдағы уақытта Алла қалап UFC-ға түсіп. Ол кезде Ақтөбеде тұрасыз ба? Өзі Ақтөбеде тұрам. Мына Нұрдәулеттің қасында Эспрессо Дейде сөйлесіп отырық екеуміз. Сол кезде түсіп кетсем ғой, мен әңгімем осы жерде дәл осындай условияда басқа компанияға секіру, либо мен UFC жауынгерімін, маған осындай ақша керек дейтін әңгіме болмайды. Осы жерден келісіп алайық, осылай да осылай. Все, бауырым, мен саған как спортсмен ретінде, біздің компанияның атынан, как лицо ретінде мен саған поддержкамды беремін деді. Солай жеңіл келісім болды. Жаңағыдай келісім болған кезде по бизнесу уже қиын болады. Аймай отчет деген сияқты да, продажа купи деген сияқты. Жәрмеңке айтып отырсыз ғой жаңа. Каска киіп. Маған айтып отырсыз ғой, бізде жалпы енді әр жерде өзінің бір шеңбері болады. Сол шеңберден шығып бара жатса, яғни інілеріміз шығып бара жатса тәрбиелей аламыз деген сияқты. Жалпы егер Ақтөбе адам болса, оның мінезі қандай болар еді? Сол сұрақ. Мінезі? Мен Ақтөбе адам болса жалпы, Ақтөбе қаттылауымыз ғой біз. Қаттылау болатын сияқты. Біз қаттылауымыз таксиге отқанда байқайсың, ресторандарға кіргенде байқайсың. Өзіміздің енді осылай Ақтөбе осындай шамалы қаттылауымен ерекшеленеміз ғой. Дегенмен де бірақ біз қаттылауымыз, біз кіші жүзбіз деп ол қатты бір мақтанарлықтай зат емес сияқты. Өйткені басқа қонақ келеді, керек жерінде қолданады. Керек жерінде қолдану керек. Сен егер де бір ресторанның официантысың да, мысалы, сен ол жұмысың. Жұмысың деген ол сен тек тамақ алып келу, счетын төлету, тамақ әкеліп тастау емес, сен оның қонақтың көңіліне қызмет жасау. Сосын сен ақша алып отырсың, ол сенің ол да сенің адал табысыңа жатады. Ол тек қана бір ғана сторона емес, біздің де оларға деген отношениеміз. Жылы сөйлеу,
жылы мәміле танысы көп жерден байқайсың проблема басталады да жаңағы дөрекі кейбір жерлерде өзіміздің Ақтөбе ғой ол дейтін просто бұл дальнейшем дұрысталу керек зат айтылады таксиге өтқанда көп байқайсың қыз балдарымыз бар действительно таксиге отырғызуға қорқасың такси грубый сөздің шыны керек иногда жылап келеді ауыр сөйлейді халықтың жағдайы может соған әкеліп тұр ма деген сияқты да ол таксист болғаннан кейін ол да сенің де жұмысың жылы сөйлесу адекватно сөйлесу адаммен дұрыс жеткізіп тастау бір адамның бүткіл бір күндік өміріне сенің отбасының айқай шуын алып келеді ол дейтін әркім өзінің саласында дұрыс орындау керек деп ойлаймын мен де мысалы реклама жағына жұмыс аламыз енді ризығымыз табысымыз адалынан болсын деген ниетте тек осы сәтті түсіріп берейін болды главное түсіріп болдым ғой дейтін сен ақыл тоқтатқалы бері өсиелі ойланасың мен бұл ақшадан ертең сұралам ғой дейтін ол дейтін рахметін маған беріп отқан ақшасы ол дейтін аспаннан жауып отқан жоқ қой біреуден ол өзінің еңбегі осыған келді и мен де хочу чтобы менің шамалы болсын пайдам тигенін қалаймын да менен кіттай да болсын пайда тисе екен потому что ол пайда тимес сенің ішкі ниетің так главное төлесе болды нормально ғой ол зат уже дұрыс емес деп ойлаймын мен любой жағдайда әркім жұмыс алды ма біздің дінімізде үйретеді сен жұмыскерсің ба мен как әулеттің жұмыскерімін мен амбассадор болғанмен мен рахметке қызмет етемін да реклама жағынан мен де одан сұрап тұрамын брат не көмек көрсете аламын бірдеңе көмек потому что моменттер болады мен 3-4 ай бойы вообще эфирге шықпай мен чисто лагерь тренировка бойды ойлап жүрем момент болады ол ештеңе де жазбайды вообще жұмыс істемейтін сияқтымын ана жақта бірақ айлық төленіп жатыр да шығамын жаңағы рахмет не істей аламын екі жақта разы болатындай ғой иә қой давай кофеге кездесейік салып қояйын сыртынан түсіріп деймін да обсуждаем бірдеңе моменты деген сияқты да екі жақ разы болатындай әрбір адам түсіну керек сияқты жалпы жұмыскер болсын алып отқан айлығына адал болатындай ертең сол ақшаға жауап бере алатындай потому что дым жемей де көрдік миллиондап та бойдан кейін ақша алып көрдік ақшаның өзі қызметі мынау ғой қолға бар жоқ екі ортада сол сенің екі адамның арасындағы қандай адам екен көрініп қалады просто сені уже біледі да сенімен ақша түскен кезде ортақ бір іспен айналысқан кезде сенің қандай адам екен көрсетеді сұрақтар ретінде жалғастыра берейік ал Ақтөбе туралы ең жалықтыратын стереотип қайсысы мысалы менің тұрғымда мысалы Ақтөбеге қонақтар келсе танытып жатсаң Ақтөбе дейсің ғой деп жатады да мысалы маған ол нәрсе ұнамайды сол стереотип соны кім танытып тастаған өйтіп білмеймін әйтеуір Ақтөбе сондай қылып тастаған да сіздер үшін қандай мен үшін жол десе жол жаман жаңағындай ғой енді тек жолға ғана андай бүйтіп қадалып қалған адамдар бар да жол жаман жақта ал басқа дамып жатқан нәрселер бар да көп дамып жатқан нәрселер бірақ именно осы жөнделсе болды бәрі бір керемет болып кетеді бірақ бұл уақытпен келетін дүние ғой негізі сол мен өзімнен сырттан келгеннен кейін мен барлығымыз жолға да мәселе болды жол бойынша бірақ осы 4 жылдың ішінде біраз өзгеріс байқадым дамып жатқанын жаңағыдай именно осы обзор саласына келгенде Ақтөбені тереңірек көре бастадық та уже тереңірек басқа қандай нелер болды бұған дейін қандай болды Ақтөбе қазір қандай деген сияқты мысалға енді өте мықты дамып жатыр бірақ жол жайында проблема айтқандар жолмен не ойлаймын жаңа сен айтқан басын жайлап көтерсең неге андай Ақтөбе оказывается әдемі екен ғой деп бастайды ғой бірақ батыстағы ең үлкен қала ғой мен даже туысқандарды көрдім Оралдан Атыраудан келеді кәдімгідей өтініш күтіп аласың ба жаңағы сосын аквапаркке келеді біздіңше матчқа келеді арнайы осы уақыттарын арнап мысалы біз Алматыға қыдыруға барамыз ғой олар Ақтөбеге қыдыруға келеді сондай адамдарды көргенмін өйтіп күтіп алып жайғастырып деген секілді сондай нәрселер болды менде так стереотипке байланысты сол Ақтөбе деген сол бұрын айтатын бірақ қазір көбісі соңғы уақытта айтылмай кетті менде басында айтатын еді жаңағы ол тез айтқаннан ба
б-ны айтпайды иә у деп кетеді негізі ақтөбеліктер тез сөйлейді ғой бізде көбінесе тез ақтөбе сөйлейді ақтөбе басқа қала ойлайтындай бір қатты грубый қала емес. иә бір орысша қазақшаның тәрбиесінде дей ма ортасында өскен ақтөбе да. Қазақша да орысша да елу да елу. Менталитет жаңағыдай жабайы емес. Бәрі көздері ашық, сөйлесуі. Стереотип шамалы грубый деп мықты нетеді. Ақтау грубый, оны мойындау керек. Кәдімгідей кейбір қыздарын көріп қаласың бүйтіп енді. Сөйткен кезде кәдімгідей еркек адамның анадан несі шығып тұрады да, әңгімесі, сөзі деген сияқты. Бізде онда Ақтөбеде көп қыз балалардан байқамайсың ғой. Қанат Әлжаппаров Атырауда кетіп бара жатқан ғой, Ақтауда ма? Қасынан бір қыз өткенде мына бетауыз таныс қой деп айтады. Ол андай қылып айтса болады ғой дейді. Бір әлпеті, бір жүзі деп айтса болады ғой дейді. Бізде бетауыз таныс. бетауызың жук деп айтады ғой деймін. Бізде ондай грубый жоқ. Жақсы Ақтөбе дейсің. жалпы ақтөбе қаласына мүмкіндік көп пе әлде шектеу көп пе? Мүмкіндік көп қой. Қазір кейбір блогерлерде де Ақтөбеге келіп жатыр, көшіп келіп, мен соны байқадым. Мен де байқадым айтпақшы. И бұрын студенттер андай, қазір балдар и жастар андай Ақтөбе, Алматыға көп ұмтылмайды екен. Кішкене азайды ол нәрсе ше. Керісінше Ақтөбеде қалып, оказывается Ақтөбеде де маркетинг саласында, жұмыс саласында, именно осы интернет-маркетолог саласында жақсы дамып жатыр деген секілді ше. Бұрын біздер мысалға 2020 жылы карантин кезінде басталды ғой, қатты өріп ше, аккаунттар ашылып, арнайы бизнестер, қарапайым айтқан донерлер, кофейнялар кәдімгідей не бастаған кезде біздер бастағанбыз, алғашында ол кезде ешкім болған жоқ. Қазір конкуренция да көп, видео көп, обзорщиктер да көп. TikTok аккаунттар и Instagram аккаунттар көбейіп қазір. Спорт жағынан да результат көрсетіп отқан Ақтөбе мысалы. Иә. Кішігірім біздің залды алып қарасаң қазір Еуропаның чемпионы бар, Еуропалық лигада Жалғас Жұмағұлов. Бірінші қазақ, әлемнің 3 дүркін чемпионы Бағдат Жұбаныш бар. Көп деген Fight Nights, әрбір СНГ-нің каждый лигасына бой салып келген боец бар. Октагонда 2 жауынгер Еуропалық лигада, әлі қазақ жоқ деген сияқты. Ақтөбе қазір таңда мықты результат беріп отыр. Потому что Ақтөбе неге ауызбіршілік залдарда мықты. Бізде андай қатты ой бір жоқ, ана залға бару, мына залға бару деген. Әрбір сытылып шыққан мықтылар 4-4 бөлмеге келіп төбелестіреді ол. Сол зал туралы кеңірек айтайықшы десе. Тама 2 шаг артқа десең біреудің аяғы тиеді. Ол келмейтін болды уже. Нани келмейтін болды ма? Келмейтін болды. Ойланып қалыпты. Да. Спортта мықты. Футбол сосын. Мини футбол. Шағын футболдан кәдімгідей. Мықты. Енді осы орайда мысалы қазір барынша енді Ақтөбе жақсы дамып келе жатыр шынымен де. Жалпы Ақтөбені 10 жылдан кейін қалай елестетесіздер? Метро десең метро ашылмайды. Мысалы қазір шынымен ЖК-лар кәдімгідей бәсекелесіп тұрып, кәдімгі күшті әдемі ЖК-лар бой көтеріп жатыр. Үлкен стадион салынып жатыр, бұйырса үлкен парк салынып жатыр. Жалпы Ақтөбе қай жағынан болсын, қай жағына қарай болсын кеңейіп бара жатыр ғой. Ақтөбенің бір жақсы жері қазір байқағаным, бұрын андай болды ғой. Мына Алматыда механика айда алмайтын адамдар көп. Біз механика айдасақ бізге таң қалатын шандай, хочется механика айда аласың ба? Біздер потому что ваз айдап үйренгенбіз ғой, кәдімгідей үйде 14 пен десятка болатын ғой. Сол Ақтөбенің до того дамып жатқанын мен қазір соңғы уақытта андай ваздар көріп отқан жоқпын. Керісінше 50-кілер, Камри, яғни шетелдік маркалы автокөліктер, грузиндер қаптап кішкене Ақтөбенің сәнін беріп отыр ғой кәдімгідей ол ше. Грузиндер. Оны Сонаталар, 70-тер, Камрилер, Элантралар қаптап. Бұрын ваз деп айтатын ғой чисто. Ондай жоқ. Әр үйде бір транзиттен бар ғой қазір. Ол да бір жақсы мүмкіндік қой негізі. Бір BMW келе жатыр берсе. Кейсін алмас. F10. BMW-лар қаптап отыр айтпақшы қазір көбейіп кетті. Сонымен де көре қуатын шығар едім. Мысалы сіздер дамып жатқан ба? Дамып жатқан мен Ақтөбені содан көремін. Халықтың да деңгейі бір жағынан көтеріліп. Андай байқайсың ба? Жалпы бізге не білінеді ғой. Мысалы осыдан 2 жыл бұрын Ақтөбенің мысалы жазында жүресің ғой, стадион жақтарда ана неге тұратын еді ғой, 14-лар музыкамен жүріп бу сондай қызық болды ғой қалаға. Бәрі 14-те посадкамен, приора посадкамен. Ал қазір ақтөбеліктер жаңа түсінген Алматының, Астананың жастарының вайбына ұстап алғанда андай, яғни более комфорт машина міну,
комфортно Элитный киініп машина. жүру элита деген одан түсіп жатыр. одан бөлек байқасаңдар триатлонда таңғы 5-6-да адам көп. Иә. Таңғы жүріс, спортпен айналысу, спортты түсіну да. Қазіргі тек қана Ақтөбеде қазір енді дамып келе жатыр. Правильное питание дейді ғой. Дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану, каждый тамақта калория жазылғаны. Америкада барасың, любой жерге кіріп келдің, заказ бересің, любой торттың даже артында бүткіл жалпы құрамы, калориясы бәрі есептелген. Соған орай адамдардың білімі де дамыған, не бар, не ішінде, не жеу керек, не жемеу керек, соның бәрін біліп отырасың. Біреу правильное питание деді ма деймін ба? Жалпы осы орайда да Ақтөбедегі топ енді 3 тамақтанатын орын сіздер үшін. Кім уютно, атмосферно дейді ғой. Сосын гонорар төлеу керек қалай алып жүрсің? Мен бауырлармен көп часто баратын плов Хашқа барамын, Сәнкібайдың бойында. Сол Хашплов қой. Хашплов кәдімгідей Тамаша тамақтары Қарапайым болса да, бірақ тамағы дәмді. тапчаны бар. Тамағы да, дәмі де, Бағасы да. бағасы. Сосын етке алатын болсақ, сығанақ жақсы. Сығанақ кәдімгідей етті әдемі дайындайды, қонақтарды ұялмай апарасың. Мына жерін қиып алып салып жоғынан салсаңдар сразу шақырасыңдар. Қай бауырымның рестораны бар еді дейсің ғой. Иә. Сосын өзіме мақтайтын Trails. обслужкасы, Кофесі. кофесі. Стабильно қаншама жыл болып, Иә. сол бір неде өзгермейді. Азанғы 9-да. Глобалдан кофе жесін. Қатты ренжігенім кофе бум деймін ба? Кофе бумға қатты ренжігенім. Жауап болды ғой бұрын. Жауап қалды. Бал дейтін ашылы ғой. Ренжігеннен жабылды. Глобалмен сол Хашплов қой. Болды. Сосын Анвардан продукт алып. Рахмет деп тұрамын де. Ашыка рахмет тұрамын. Сол бәріміздікі бірдей сияқты. Плов қой. Плов қой, сол бәріміздікі ұрады. Бәрі Хашплов қорады кәдімгідей. Жалпы Ақтөбекте плов жақсы көреді, негізі байқайсың ба? Таңдырсамса андай бұрын негізі болған жоқ қой, таңдырсамса плов деген қатты. Шығыс асханасы болған жоқ бізде, көп болған жоқ. Шығыс қазір деген кәдімгідей Восточный. бөлек кәдімгі бүкіл жерде бар ғой. Бізде осындай бір қазан ашылып жатыр дейді, бір анаяқта салып жатады, бәрі кілдес көп. Восточка яғни. Ескі Ақтөбеден бір нәрсені қайтаруға жалпы мүмкіндік болса, ол не болар еді? Клуб шығар, футбольный клуб. Сол кезіндегі чемпион болды ғой 2009 деп ойлаймын мен жеке басым. Сол состав сол чемпион болды Қазақстан Республикасы. КПЛ-дің. Ана сосын неде комбинат бар ғой, остановка. Ақтөбе нан дейтін бар ғой. Сол мына жағында, короче, ішінде андай коржик и сладкий картошка сататын жер болды бұрын. Сол жауып қалды. Бұрын жауып қалды еще, соны қайтаратын. Соны айтатын. Студент кезімде күнде жетіміз ол сияқтан. Енді сол орайда мысалы Ақтөбеде топ 3 микрорайон. Мысалы 5 маған ұнайды деген сияқты. Неге, несіне қарай? Өмір сүруге қолайлысына қарай ма? Өзіңізге, жеке өзіңізге. По черному ма дейсің. Қашан керек болып тұр бауырым деп қандай. Өзіңізге ұнайтын топ 3 районға, иә? Қазір маған мысалы проспект Алия, яғни гипермаркет деген жақта, сол жақ тұрады, сол жақ ұнайды маған. Қол жетімді, бүкіл қалаға, қай жаққа батысқа барғың келетін болса да, центрге кіргің келсе де барлығы ыңғайлы, бірақ пробка бар енді. Сосын 12 микрорайон. Негізі Жылгородок күшті. Ояқ бөлек әлем, иә? Жылгородок бөлек андай ғой, бір басқасы қалашық сияқты кәдімгі ше. Андай күшті ояқ негізі. 8-ойдағы жақсы деп ойлаймын мен, өйткені бірінші келгенге сол жаққа тұрдым да квартирада. Сол район енді өте ыстық болды мен үшін, өйткені жаңағыдай бәрі қолайлы, былай стадион да жақын, былай батыс та жақын, вокзалын да жақын, аэропорт та жақын деген сияқты, барлығы жақын. 11 микрорайон тоже жақсы. Сосын кирпичный жақтарда бір жерің болса деп қойсаң. Андай үйінде бассейнімен. Сол арман болды ғой, електің бойынан бір. Иә, сол. Қарғалының бойынан үй салса, баня салса, суға секіріп. Сол. Қысыңын андай. Тып-тыныш өмір сүріп. Сондай вайб ұнайды бізге. Не ғой, батыс екі. Сосын Сатпаев жағын айтты, ана баяғы Сингай район. Сосын Заречный ана бүйтіп, мосттан бүйтіп, Кольцо бүйтіп, сосын ана Нокина қарай кететін көше бар ғой. Сосын сияқтан Анварға соғып. 5-й бос сөзіз қалаға кіресің, сол күшті. Сосын не қайтаруға болады дедің ғой? Мен кондукторлар қайтарғым келеді баяғы.
Ол енді бөлек қой. Алғашқы маркетинг қой, өз маршруттарын ұстады. 5 ДСК Илья Жбанова автовокзал деп кәдімгідей шығып алады да. ТикТокқа бір кондуктор шықты ғой. Яғни контент салды ше. Кезінде сол кондуктор болған қанша ананы бүкіл ақтөбеліктер тану керек негізі. Фотосын салды, көп фото салды білемін, оны көрдім. Танисыңдар ма? Сен таныс көрдің бе оны? Оның просто түр әлпетін білемін былай. Түр әлпетін танис, анау қатты сөйлейді еще ше. Дауыс салады қандай. Комбинат бар ма? Комбинат деп шандай. 8-й. Көтерілейік андай. Адамдарға күшті реттестіреді да, көтерілейік, ортада орын бар, жайғасайық. Сервиде тоқтап жүреді. Сол кондукторлар қайтып бір 2 күн, бір апта болса күшті болады деген ғой. Алғашқы маркетинг қой Ақтөбедегі. Мен көргенім өзім. Мана айттық қой, жастар неге басқа қалаларға көшіп жатыр. Оның себебі неде екенін жалпы сол жайында бір шамалы айтып өтсек. Біздің Ақтөбеден жалпы жастар не үшін көшіп жатыр? Аса Алматыға барып өсемін дейді. Біреу Астанаға көшіп жатыр екен. Астанаға барамын дейді. Қазір мен Алматыдан қарағанда Астанаға көшіп жатыр көп. Бірақ Астанаға мен мысалы 4-5 рет жұмыс па мен болсын, былай достарымызға барып келеміз. Андай скучно қала сияқты самал. Андай уже бір күнде аралап бітпейсің да. Негізі мықты мегаполис Алматы ғой. Тауымен ерекшеленеді. Бүткіл жастардың бәрі сонда Алматыға жиналады. Более свобода деген сияқты ғой. Спортсмен арасында бармасына, спортсмендердің арасында Алматыға қарай көшу керек, более білмеймін, мысалы бізде творческий адамдардың көбісі сондай да. Негізі ММА жағынан, ММА спорт жағынан алып қарасаң, негізі мықты результат көрсетем дейтін көп жігіттер Ақтөбеге келеді, хотя условия болмаса да ондай. Керісінше ма? Керісінше келеді бері қарай. Астанадан, Алматыдан, Екібастұздан, мысалы Диас Еренғайыпов, Қарағандыдан Санжар Адилов. Өйткені Ақтөбеде кәдімгідей орналасқан жүйе, результат, нәтиже бар, көрініп жатқан. Сондай заттар бар. Қадағалайтын тренерлер бар, әрбір салада физический жағынан болсын, бойға дайындау жағынан болсын. Ол мысалы менде бойыма маған полный команда көмектеседі, жұмыс жасайды. Сондай ұғым бар. Алматыға кетеді, Дартим командасына, Асу Алмабаевтың командасына деген сияқты да. Қай жерде жұмыс жүріп жатыр, сол жерге барады. Комфорт іздемейді негізі. Конкретно результат көрсеткісі келетін жігіт комфорт іздемейді. Ол результат іздейді, нәтиже беретін жер қай жер. Орта дейсің. Өте жауап сияқты. Өйткені тренердің өзі Айбек Шоқбетов қазір Қазақстанда ММА-дан енді самый первый ғой енді бірінші нәтиже көрсеткен тренерлердің бірі. Сондықтан да осы кісіге келеді, и біздің еркін күш командасына келеді. Еркін күшті енді Қазақстанның бәрі біледі. Бәрі таниды ғой, бәрі біледі. Ішіне барып көрдіңіздер ма сіздер? Залға? Жоқ. Түңіліп кетесіңдер, келмей-ақ қойыңдар. Жоқ, жалпы осындай вайппен жүре беріңдер деймін. Жалпы вайпы бөлек, ана залды енді біз Әлбимен жұмыс істеген кезде көрдік та. Кішкентай жерден енді қаншама енді бір емес, 2 уже 3 UFC-дің жауынгері ғой почти. Мороз, Жако, Әлби. Терлеп кетеді жарыса ішіне барған кезде. Тер, камера. Ана тердің иісін айтшы. Тердің иісі кірген бойда қарсы алады ғой. Ассалаумағалейкум аға деп. Қош келдің. Иә, қош келдің. Осы өзін салды. Біткен кезде терезелер кәдімгі буланып, тренировка өткен кезде енді анау сондай кішкентай жерден мықты боецтер шыққанына мен өзім қатты таң қалдым негізі. Мысалы условия дейтін енді аз болса да, бірақ результат басқа жерден де мықты да. Залы күшті жерден де мықты да, былай айтқанда. Бірақ сол залды күшейтіп жүрсе, вообще одан да жақсы бола ма? Қалай ойлайсыз? Әрине. Жақсы болады ғой. Потому что залдың үлкендігі, залдың жылулығы, залдың бүткіл дайындыққа деген керекті нәрселердің бәрі болуы әрине результат береді жігіттерге. Потому что ол жігіттер енді ММА мектебін аттап бастағандар емес, олар уже мировой әлемдік деңгейде жүрген жігіттер болғаннан кейін әлемдік деңгейдегі условия керек. Біздің өзіміз мысалы барған баняларымызда да болды бір восстановление. Мен моменттер болды, машинама салып, кәдімгідей восстановительный ванналарым болды жиналатын. Кәдімгідей кафеге барып, мұздарды толтырып, мұз салып для восстановления. Алматыда ондай восстановительный даже Америкада мықты қарастырылған. Спортсмен шығады, залдарында дайын тұрады, отырады, восстановительный процесс деген сияқты көп затты. Сондай условия көбейту керек.
ондай условия ақтөбе көбейтсек. Просто пример, машинаңа қандай май құясың. құясың, машинаң солай жүреді деген сияқты ғой. Сен қалай өз-өзіңе восстановительный процесс, спортсменнің чемпиондығы ол залда емес, залдан кейінгі. Қалай ол ұйықтайды, қалай тамақтанады, қалай жүріс-тұрысы, оның восстановительный процесс. Массажы барлығы дейсің. Бәрі де. Жалпы андай ғой, спонсор боламын дейтін ағалар болатын болса, адамдар болатын болса, негізі тек қана бәйетсін емес, даже осындай үлкен зал салып берген өзінде ішінен қаншама чемпиондар шығуы мүмкін деп Иә, уже тек қана адамда емес жүйе бар ғой ол жерде. Жүйе бар. Уже новый зал емес та. Сол жүйені апарып новый залға орнатқан кезде вообще екі есе не результат мықты болатын сияқты, мен ойымша. Уже басқа шетелге барып сбор өтпей осы жерден де өтіп, уже дайын баруға болатындай бір жағдай жасалса, спорт ангар залдарға. ашып тастасаң, сол ангардың ішіне жататын жері бір 30 шақты адамға қарастырылған общежитие деген сияқты. Тамағы. Спортсмендер келді, соған жатты, сборын өтті, сол жерде. Ақтөбенің боецтер үйлеріне қатынайды. Ол үлкен ангар, уже бір жүйе бар, база бар. Біздің Ақтөбеге уже 20-дан адам көп болды ма, сыймайды залға уже болды. Сол манағы енді Ақтөбеден жастар көшіп кетпеу үшін басқа қалаға, сіздер қалай ойлайсыздар, мысалы қала жастары үшін қызықты болу үшін не істеу керек алдағы уақытта? Мысалы сіздердің ойларыңызша ізденіс керек сияқты. Сосын көп эксперимент жасап, сосын өзде сырт жаққа барып келіп қайтып келіп, сол жұмыстарды сырттағы нәрсені ішке алып келуге деген сияқты нәрсені деп ойлаймын. Қаланың өзіне маркетинг керек сияқты жалпы. Жастарды қызықтыруға да, мысалға жастармен жұмыс жасау жағынан, шынымен де мен қазір жастарысымен де, акиматпен де былай шақырып жұмыс жасалып, осылай жасағымыз келеді деген сияқты әңгімелер болады да. Мысалға оларда балдарды жинау проблема. Жастар жинау проблема, бір жерге алып келу, отырғызып қою. Ол жерде отырғызып қойып, лекцияны ұрады, сосын жастар жалығады ғой. Соның барлығын басқаша қызықты форматта өткізсе, осыған күш салса, вложение салса, мысалы Ақтөбенің именно маркетингімен, қаланың маркетингімен айналысатын бір мықты адам болса, жастарды бұралатындай, направление беретіндей, осы жақтың оқуын наоборот жақсы деңгейде екен көрсететіндей, жұмыс орны да соған сай, жұмыс орны да бар екен көрсететіндей. Басқа қалаға не үшін кетеді адамдар? Сол басқа жақта оқысам, сол жақтан жұмысыма да сол жақтан спрос көп деген сияқты да. Сондай мәселемен кететін шығар деп ойлаймын көбісі. Енді ол өзінің шешімі ғана болмауы мүмкін, ата-анасында көзқарасы. Күшті жерден адам кетпейді дейсіз ғой, несі кетеді. Сондай іштегі Ақтөбедегі бар затты бағалай білу ғой. Бағалай білу. Біздегі мектепте сұраныс болады, жастармен кездесіңдерші. Барасың, 100 шақты жанып тұрған жастар отырады ғой. Аналарға действительно кәдімгідей өзіңнің көрген білгеніңмен әңгіме айтасың ғой. Сіз сода арнайы жасақ күштерінде бармыз, солар шақырады, жаңа әскерлермен жас келіп жатқан, солармен сөйлесесің. Кірген кезде де ашық айтасың да, жігітше емін-еркін сөйлесек, әркімде қандай проблема бар. Потому что кәдімгідей жастарға керек екен. Қиын возраст қой, 19-20 жас, зеленый шамалы, эмоциональный мықты. Ставка мәселесі, көп семьяны құртып жіберді мысалы. Соған кәдімгі жастармен кездесіп түсіндіру керек та. Бұл зат болмайды. Неге болмайды? Болмайды деген артынан сұрақ болады, неге болмайды деп. Алдамшы жатқа иллюзия алданады да, так, мына жерден осындай ақша шығарып аламын, жеңілдейді деген сияқты да. Соның бәрін өзінің орталарынан шыққан адам сөйлесе, оларға өтеді. Өзінің орталарынан шыққан адам сөйлесе, ол адамға өтеді. Жастармен көп кездесу өткізу керек. Даже ол блогер болсын, ол тек қана бір спортсмен, бұл бір блогердің жұмысы емес, ол бүткіл әншісі болсын, музыка, өнер саласы, спортсмен. Өз саласына қатты дамыған дейсіз ғой, адаммен. Жан жақтан жұмыс жасаса. Ақтөбеде қалай ақылдарың бар ғой дейсің. Просто андай деді, көп ұйымдарда, мектеп болсын, колледж, университет болсын, андай ғой, короче. Алдыңғы жылы не істедік? Солай ұра беректі дейді, короче. Сөйтіп жылдан жылға уже 2026 жылғы мына уже. Біздің кезде де болды, мысалы бізде ондай нәрсе болмаған. Біз студент болған кезде. Біз тыңдағымыз келетін, барғымыз келетін жайттар болды, бірақ ондай ұйымдастырмайтын да ешкім. Енді осы мәселеге байланысты да бастапқандай обзор енді бұл нәрседе вообще негізі
ешкім ақша төлемейді ғой мен барып түсірген жерде. Мысалы бүгін ашылған нәрсені барып спорт зал ашсын мысалы бүгін. Бүгін ашылды, оған ешкім ақша төлемейді. Оны тегін түсіресің, халыққа көрсету мақсатында. Осындай нәрсе ашылып жатыр жалпы. Ол қазір ешкім телевидениені көрмейді, жаңалықты одан көрмейді. Тек барлығы Инстаграм, ТикТокта жастардың барлығы. Ал біз соны қызықтыру, жаңағы осы именно қазір айналысып жүрген мәселе жастарды Ақтөбеде қалдыру дегенге де келетін сияқты да. Өйткені біз қызықтыра аламыз, мысалға мынандай нәрсе болып жатыр, қалада мынандай нәрсе ашылып жатыр. Ертең жан жақтағы ауылдарды барып көрсететін болсақ, Байғанинді, мысалға әдемі жерлерді, туризм дамыту жағынан мысалға. Осы мәселелерді мысалға жалғыз андай бір-екі адам без халық болып жасайтын болса, осыны қолдайтын болса, барлығының ішінде бірақ осы Ақтөбе дұрысынан көрінсе екен деген ниетте жасаса барлығы. Жаңағыдай басы енді ақшамен басталды ғой, ақша емес, осындай ниеті осылай басталса, ол кезде жақсы болады деп ойлаймын өз басым. Ниеті солай болса тек. Жалпы Ақтөбеден кетпей-ақ табысты бизнес құруға бола ма сізден ойлаңызшы мысалы? Иә, халықта ақша көп, оны құртатын жер жоқ просто. Шынымен. Барсаң қашылып қорасың, ішсең глобалдан кофені ішесің. Басқа білмеймін. Сізде ақша көп мысалы азеке. Құртасыз. Андай жалпы қазір мен мына подкастты енді бүкілі көреді деп ойлаймын, мысалы қаншама аудитория көреді. Жалпы соларға бір лайфхак айтсаңыздар, өмірлеріңізде мысалы бір түйген қазіргі мысалы сіз спорт жолында өтіп келе жатқан жолдарыңызда бір осындай жасамаңыздар, осылай жасаңыздар деген сияқты бір лайфхактар, жеңіл лайфхактар айтсаңыздар. Мысалы сіздің обзорный видеоларыңызды көріп басқалар да обзорный видео түсіргісі келеді, яғни Ақтөбені танытқысы келетін балалар бар, оларға лайфхак. Өте көп жазады. Мысалы блогер болғысы келетіндер де көп, оларға лайфхак. Ол миллион жинауға қандай мүмкіндіктер бар, миллион көпес жинауға деген сияқты ғой. Яғни сіздер ол жолды өтіп шықтыңыздар да, өтіп келе жатсыздар әлде? Андай біздер бұрын осыдан бір жыл бұрын Нұрдәулет ННН блогер бар ғой, Қазақстандағы тоже топ блогер. Мен сонымен бірге жұмыс жасадым. Бір команда болдық, бір соның жақсы бір сөзі бар да, қатты ұнады да өзіме. Сен өз саланың үздігі бол дейді. Просто болды. Егер сен өз саланың үздігі болсаң, әрмен қарай сен өсуіне де, перспективаға да үлкен сұраныста жұмыстарын алға қарай жүреді деген секілді ғой. Қарапайым мен бірден блогер боламын деп аспаннан салбырап, сізде мысалға бірден боец болып кеткен жоқсыз ғой UFC-ден. Ол просто адам үздік болу керек деп есептеймін просто. Мысалы мен карьерам официанттан басталдым ба, официанттың үздігі болдым. Сөйтіп содан кейін тағы үздік болғаннан кейін тағы бір жер көріп қалды, сол жаққа шақырды. Сол жақта жүргеннен сол саланың үздігі болдым. Одан кейін тағы бір салаға бардым, ол жақта үздік болдым. Сөйтіп әр саланың үздігі болсаң, сөйтіп бір жақсы кірпіш болып бір жерге қалануға болады деп ойлаймын. Мысалы сен блогер болу үшін, яғни официант болдың, неше түрлі жұмыс жасадық. Мысалы бәріміз де сол да, қазіргі бір осындай мамандықта жұмыс істеу үшін бұрында біз неше түрлі нәрсе жасадық деген сияқты ғой. Менің де тәжірибем солай, мысалы қар басатын, таксовать етін, оны ешқайсысын істемеймін, бірақ сөйтіп келіп өзіміз таптық та. Ал қазіргі жас балдарға, қазір жас буындарға тіпті келе жатқан, оларға тіптен жеңіл сияқты, өйткені жаңағындай тесттер де шыққан ғой. Яғни тест тапсырасың, саған қандай мамандық, потенциалын анықтап береді, сондай реттеп береді да. Ізденсе яғни. И уже болды. Бір шапалақпен реттелдік қой. Мына аяққа түсесің, мына аяққа оқисың дейді. Екінші ой бір жоқ сенде. Иә. Жалпы енді жастарға андай лайфхак жағынан енді мен бір нәрсе айтқым келеді. Тәуекел ету деген нәрседе жастар сол жағынан қорықпаса, енді ризық Алладан деген нәрсені барлығы біледі ғой. Ризық Алладан. Бірақ кейде адамға байлап ұстап жатады да сол ризықты. Мысалға енді бір жерге жұмысқа тұрады, бастығын көңіліне қарайды, болмаса бірдеңе деген сияқты енді сондай басқа өзінің қалап тұрған нәрсесін жасау үшін ана ақшадан айырылғысы келмейді да ол. Ана ақшаны көріп күнделікті түсіп тұрған ақшасы бар, ай сайын түсіп тұрған ақшасы бар, бірақ өзінің потенциалы басқа жаққа ұрып тұр да. Соны істегісі келіп тұр. И ол тәуекел ете алмайды да сол моментте. Сол моментте тәуекел етіп кетсе, ол нәрсесі басында ақша алып келмеуі мүмкін. Бірақ кейіннен өзін ойлағаннан да 10 есе 1000 есе көп ақша алып келеді. Сіздің жасыңыз қазір 32-де. 32-де. Жазасыз ғой. Кеше бастап тұрсаға абзар, иә? 2,5 ай болды. 2,5 ай болды.
бірақ оған дейін мен аз екен жолын білемін, енді өзім танысқаннан бастап. Ол кезде ол кісі видеограф болды. Бірақ сіз тәуекел еттіңіз, иә, тойды қойып тастадыңыз, камераны сатып жібердіңіз. Иә, мысалға осы обзорға дейін 1,5 миллион айлық алып отқан жерден тастап осыған кеттік. 0 теңге ешкім ақша төлемейді, ешкім сені кіргізбейді ол жерге. Мысалға көптеген жерлерге да кіргізбейді жаңағындай. Бірақ әйтеуір бірақ менде мақсат болды соны бастаған кезде. Енді маған ниет, Ақтөбе маған көп нәрсе берді негізі. Мен келгеннен бастап мен енді біраз уақыт жалпы умраға баруды армандадым да, неден бастағымдай дейін енді. Умраға баруды армандап жүрген кезде Қызылордада неше енді жыл, почти енді бір 28 жыл Қызылордада, 28 неге қойын, 29 жыл Қызылордада жүрген адам умраға бара алмай. Туылғаннан бастап енді әйтеуір сол жақты білгеннен бастап осы жаққа келген кезде бұйырып тұр да. Ол қаланың жалпы берекеті деп ойлаймын. Орын ауыстырғанның берекеті. Сөйтіп солай басталды. Одан кейін жайлап үй, жұмыстар деген сияқты енді әйтеуір өзіміздің қалаған нәрсеміздің барлығы болған кезде мен неге Ақтөбеге бермеске деп осылай басталды негізі. Обзор өзімнің жұмысымды тастап жаңа істеп жатқан осыған кірісіп енді алла қаласа үлкен ауылдардың барлығын көрсетеміз, туризмге кішкене 1% болса үлес қосамыз деген ниет бар. Негізі сол ғана. Жастар сол тәуекел ету керек, короче, болды. Қорықпау керек қой ештеңеге. Иә, қорықпау керек тек. Жақсы. Негізі бай семьяда туылған жақсы ғой. Сразу ма? Бәрі әзіл. Жалпы өзімнің өмірімде кездескен көп жағдайда ер жігіт именно өзіне ответственность алу керек та. Жастайынан шамалы еркелікті қойып, әке шешеміздің махаббаты мықты өтіп кеткен ба, сол кісілер көмектеседі дейтін көп жігіттерде ұғым бар. Негізі мені шамалы осы спорт саласында жұмыстың бәрін тастап, именно осыған добиться етем деген ой. Әрқашан мен шешемнің маған мотивациясы жетеледі. Бала кезімнен мен өсіп келгелі бері шешемнің сөзі өтіп жүрді маған. Сен баладан бірдеңе шығады, мен сенем. Сен бала осындайсың, сен бала осындайсың, сен бала осылай. Жаңағыда вахтада жүрген кезде адам болады ғой, мына зат сыймайды, менікі емес. Мен бұл жерде жүрмеу керекпін дейтін сөз ғой. Жұмыстастарым айтады, сен спортқа кету керексің. Сол зат армандап жігіт өсу керек қой. Жалпы әке шешеме жақсылық жасаймын, қоғамға жақсылық жасаймын. Шынайы адамға бақыт сыйлайтын нәрсе негізі осы. Жан жағына жақсылық жасап жүрсе, адамның көңілі тоқ болады, ары қарай мотивация пайда болады, оның шешесінің сөзі, оған жан жағындағы достары сеніп бастайды, сен оларға көмектесіп бастайсың. Ертерек ответственность алу керек. Жаңа Азамат айтқан сап, тәуекелге бел буу керек қой. Любой салада қашан тәуекелге бел буасың, сен полный өз-өзіңді Аллаға тапсырасың, сен арға қарай ұшасың ғой. Өйткені Инстаграмдағы иллюзияға көбісі алданып қалады. Әркім Инстаграмдағы өзінің күшті моменттерін. Сен представь, біздің весогонка, травма, ақша жетпейді, витамин жоқ. Мен оның бәрін қыңсылап салмаймын ғой. Мен тек өзімнің күшті тренировка істеп жатқанымды, күшті кофе ішіп жатқанымды, Америкаға ұшып жатқан моменттерімді саламын да. Кездесулер. Каждый күн біздерде борьба ғой мида. Мына таңертең тұрасың, бізде выбор жоқ, круглый год. Сіздермен негізі кеш отырып қалдым, 10:30-да жатып қалатын едім. Ұйықтайсың, тұрасың. По времени завтрак 8-де, ерте қорытылу керек ол тренировкаға дейін. 3 сағат бұрын тамақ ішіп аласың, келдің. Бізде даже мен осы профессиональный спортқа келгелі бері мен той домалақ дегендерді ұмытып қалдым. Туған ағамның тойына мен кешкі 10:30-да тренировка деген барып тұрмын ғой. Өйткені бұл мен жұмысым, мен ответственность білемін. Біразаттан құрбан. Достарымның ортасына көп отыра алмаймын. Біреу басқаша түсінеді, біреу былай түсінеді, бірақ мен өзімдегі ответственность білемін да, ол дейді. Белгілі бір мөлшерде тамақ ішемін. Күштісіңдер да, формадасыңдар, анау мынау. Мен де адам, мен де бір опырып пешбармақ жегім келеді. Тортпен деші. Полный сен бір затқа жету үшін саған ұнайтын емес, именно ұнамайтын затынан құрбан зат қыласың ғой. Түсіндің ба? Кейбіреулер ойлайды, мына затты мен құрбан қылып жатырмын деп ше. На самом деле ол нәпсіңе ауыр келетін нәрсе
құрбан етесің ғой. Иә. Сен шыққың келеді, отырғың келеді, жүргің келеді, даже ол клуб болмасын, даже ол кальян болмасын, ол просто бауырлармен түнгі шай деген сияқты, соның бәрінен бас тартасың сен. Круглый год уайым ғой, келесі жекпе-жегім не болады, ұтам ба, ұтылам ба, борьба ғой күнде. И бұл адам өмірден өткеннен кейін бұл тыныштық басылмайды, өйткені күнде адам дейтін осындай волнада жүреді ғой, сынақтан сынақ, шаруа. Мен айта алмаймын, мысалы біздің жетістікте Хабиб мықты жетістікке, и оның өмірі идеально деп та. Оның өзінің дәрежесіндегі сынақтар келіп жатыр да. Ол солмен күресіп жатыр. Сол сияқты ғой. Мен мысалы миллионның айналасында шаруа істеп отырсам, бір жігіт айына 50 мыңның шаруасында, екеуміздің уайым қайғымыз бірдей негізінде. Сол сияқты жігіттер бір идеальный моментті күтеді. Так что бәріне екі қол, екі аяқ басу керек. Иә. Сынақ проблема ол полиом табылады деген нәрсе ғой. Жаңағыдай сен миллион тапсаң да сол миллионның төңірегіндегі сенің шаруаңа кететін затың болады. Сен 5 миллион тапсаң да сол төңіректегі шешілетін шаруа кететін болады. Негізі жаңа цепочка ғой, сіз айтқандай. Бір нәрсеге тәуекел еттің, одан кейін бірдеңе құрбандық шалу керек болады. Иә. И жаңағыдай ол жетістікке жету үшін, яғни тұрақты бір дисциплина болу керек. Арықтау үшін, например, көп десең. Иә. Сол жоқ, яғни мен өзім арықтаймын деп мысалы өзіме көп уәде беремін. Бірақ қандай құрбандық шала алмай жатырмын, жаңағыдай сіз айтқандай ше. Бірақ мына жақтан көптеген нелер алып жатырмын жаңағыдай. Лайфхак дей ма? Құрбан айттық. Мен жаңағы өзіме де сұрап жатырмын бір жағынан деген сияқты ғой. Жалпы негізі күшті подкаст болды. Әдемі болды. Сол негізі белгілі жаңағыдай ғой. Бізде сол әкеме жұмыс істейтін кезде фесттен кейін өзіміз ұсындық та енді. Мен де соны айтқым келеді, мысалы кез келген адам құрбан жаңағыдай өзі енді қадам жасағаннан кейін өзін ұсынып та білу керек. Мана сіз айтқандай да. Сата білу керек. Любой боец сата білу керек, ұсынып білу керек. Біз де сол сияқты ғой. Рекламаға шықты мысалы осындай бізде СМ керек, контент менеджер керек. Бүгін өзін сатасың дейді ғой ана. Ертең достарын сатасың, жұмыс сатасың, сосын ертең елін сатасың ба дейді бәрі. Подкаст жақсы болды, рахмет бәріңе. Келесі подкастта кім деп отырсыңдар енді? Шама алдыға қарай. Бірдеңе тастау керек қой енді. Бастамасы бірақ. Бастамасы ғой, жайлап алла қаласа енді. Бұл да кенетті жиналған подкаст болды, бірақ күшті подкаст болды деп ойлаймын. Басқа көрермендер үшін де, өзіміз үшін де жақсы әңгіме. Жалпы көрерменге ұнады ма екен? Ақтөбедегі ең үздік компания, рахмет. Тіркеліңіздер, бізге қолдаңыздар, осындай подкаст көп болсын десеңіздер. Жалпы бізді бақылап қарап отырыңыздар. Подкастта жалпы кімнің айтқан сіздерге ақыл кеңестер ұнады, оны да айтып өтіңіздер. Сіздермен қонақта болған бізде Оливия Дырыс, одан кейін Ахалек бәріне танымал, және де Ақтөбелік Аза. Осылай таныстайын, біздің ақтөбеліктер сіздерді солай таниды ғой. Иә. Все, рахмет сіздерге. Рахмет. Жұмыстарыңыз берекелі бола берсін, сізге сәттілік бұйырса. Адамның таяқ жеу. Оның өзі оңай емес қой, жаңағыдай сіз айтқандай көп оның артында нелер бар. Сізге сәттілік бұйырса, жеңіспен оралыңыз. Жеңістен кейін осы жерде бір поезд қойып қойып подкаст жасайық бұйырса. Сіз де өсіңіз, миллион подписчиктер қылмаңыз. Иә. Өсек, көп подписчикке жетіңіз. Өркендек. Рахмет фест бұйырса 2. Міндетті түрде бұйырса, алла қаласа. Сіз Ақтөбені танытыңыз. Өзіңіз білесіз ғой. Сіз дұрыс кәдісіз, әдемі кәдісіз.